женщина играет в игру, я мужа нагну деген дейді. Баян апамызға көп рахмет негізі. Ондай бақыт көп адамға бұйыра бермейді енді. Порноқұлдық деген бұл өте жаман ауру негізі. Бүкіл мақсаты қайтсем осы қызға қол жеткізем болады ғой. Қызды қаяқтан табамыз деген сұрақтар көп қазір. Кеш үйленудің өзі ажырасудың бір себебі. Ененің өзі ене болуды білмейді қазір. Үйленгеннен кейін махаббатқа көбірек күтім керек негізі. Пловты мысалы әйелінен жақсы пісіремін. Ондай жігіттерді сендер абьюзер деп айтасыңдар. Тестостероны түсіп кеткен еркектің ешқашан табысы мықты болмайды. Еркек керек болмай қалады скоро дейді. Бұл біздің қоғамдағы бар проблема. Ауыздан шығатын тілек қабыл болсын, ауызға кіретін нәрсе адал болу керек деген қандар. Жаламайынша және жалатпайынша дейді. Жалатпайынша деген әйелге жалатуды болады. Махаббат күшті болса, ол мен айтайын, ол аяғын сүюге дайын болады. Бірақ әйел үшін ол маңызды да болшы. Әйел еркегінен талақ сұрап кете алады. Полный правасы бар. Ай, өлдіңдер ау сендерге де оңай емес. Ай, оңай емес, сендерге де оңай емес. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бізде бүгін қонақта Жәке, Жанаділ ағамыз. Жәке, енді сіз өзіңізді халық, отбасылық бір әңгімелерді қозғап, проблемаларды қозғап жүрген адам ретінде жақсы таниды. Бірақ жақын арада міне Баян Есентаева сізді постына шығарып жерді, дауыл әңгіме болып кетті. Біздің подкастымыздың тақырыбы өзіңіздің жаңағы айтып жүрген отбасылық әңгімеңіз жайлы болмақ. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Тимуржан, жаңа Баян апамызға айтып қозғап атсың ғой. Негізі Баян апамызға көп рахмет негізі сөзін аша керек. Ол кісінің сторисына, постына көп адам шыға бермейді. Ондай бақыт көп адамға бұйыра бермейді енді. Көп талап кетті. Бізге бұйырған екен сондай бақыт енді. Ол кісі тіпті жай салмаған, біздің видеомызды түгел салды ғой. Менің бір-екі видеомды түгел салды. Менің бірақ таңғалатыным мынандай нәрсе ғой, Тима. Ол кісі бүйтіп салыпты да, біз ешқашан цивилизация болмаймыз, егер мынандай жігіттер көбейсе. Менің ол жерде айтып атқаным, әйел адам еркекті тыңдау керек, еркегімен ақылдасып жұмсау керек, шариғатта келген нәрсе еркекке бойсыну керек, бағыну керек, еркектен әйел адам бір қадам артқа тұру керек деген сияқты. Яғни біздің ата-бабаларымыздың бұрынғы жолы қандай болды? Осыны айтсам, сөйтсем айтады да, сонда біз қалай ел боламыз, жер боламыз. Біріншіден цивилизация деген білесіз ба? Бізге қалай үйретті мектепте? Ең алғашқы адамдар жалаңаш болды да. Кейін киім келді, сөйтіп цивилизация болды ғой. Сондықтан жалаңаш әйелдер бұл керісінше цивилизация емес біздің қоғамда. Бұл наоборот цивилизацияның жоқтығы негізі. Цивилизация деген ол киіну. Киімнің келуі деген сияқты, ұяттың пайда болуы. Мысалы, мәдениет деген сөзді білеміз ғой, кәдімгі мәдениет деген, білесіздер ме, қаяқтан шыққан? Бұл арабтың сөзі. Тағы да даушасыңдар ғой, Қабылбек қандай жаңа Қабылбек ұстаз айтқанда, ойбай, анау арабтың сөзі деген сияқты. Бірақ шын мәнінде мәдениет деген бұл арабтың Мәдина деген сөзінен шығады. Мәдина деген бұл қала деген мағынаны береді негізі. Яғни өркениет, даму, сыпайылық деген сияқтылардың бәрі мәдениет. Қалада. Бірақ қалаға оны аула келеді негізі. Мәдениетті. Мысалға, пайғамбардың заманында солай болған. Баланы туғаннан кейін сол бала тілі жақсы қалыптасу үшін, ол баланың денсаулығы мықты болу үшін, өйткені қалада жұқпалы ауру көп болады. Баланы сүт анасына деп бір ауылға, бір адамдарға беріп жіберетін болған. Оның ақысын төлейтін болған арнайы. Бұл бала шешен болып өссін, баланың денсаулығы мықты болып өссін, мәдениетті болып өссін деп, мысалға біз әлі күнге дейін айтамыз ғой, кейде бір ауылдың бір керемет қасиеттері бар ғой, көп адамдарда жоқ та. Сондықтан шын мәнінде айтатын нәрсе, жаңағы мені цивилизациядан аулақ боламыз, бұндай адамдар болса цивилизация болмай кетеді деген сияқтыны айтты ғой. Шын мәнінде мен келіспеймін ол сөзбен. Әрине апамыз бізді елеп ескеріп жатқанына көп рахмет айтамын, бірақ негізінде шын мәнінде цивилизация деген бұл жалаңаштану емес, керісінше киіну. Енді осыдан шығатын сұрақ қазір бізде елімізде жалпы Қазақстан дүние жүзі бойынша ажырасудан екінші орында тұр да. Бұл енді сондай бір анти-рекорд, не деп айтса да болады бір. Енді мен соны дұрыстап жіберейін, негізі әлем бойынша, әлемдік статистикада 16-шы орында, бірақ мынау Азияда бірінші орындамыз. СНГ мемлекеттерінің ішінде бірінші орындамыз. Енді әртүрлі коучтар бар, тағы басқа нәрселер бар. Инстаграм, тикток, соны жатып алып көреді ғой әйелдер. Содан әртүрлі үйде жанжал пайда болады. Ол да бір себеп бар.
И тағы бір басқа да себептері бар ғой ажырасудың жалпы. Соны бүйтіп басын ашып бізге түсіндіріп жіберсеңіз, негізі ажырасудың қандай себептері бар біздің елімізде? Неліктен ажырасу көп болып жатыр? Неліктен сондай бір тоқтататын ешкім жоқ оны жаңағы бір қайтаратын деген сияқты? Неліктен сондай болып жатыр? Мынандай ғой жағдай. Біріншіден бір оқиға айтып берейін сізге. Мен жақында бір досым хабарласады маған. Жаке, менде сиқыр бар сияқты, черная магия бар сияқты, что-то біртүрлі болып жүрмін дейді да. Не болды деймін ғой, сөйтсем, ойбай, әйелімен күн ұрсамыз, ана мынау жақсы болмай кетті арамыз дейді да. Сосын менен сұрап жатырмын. Өз сиқырланған адамның, черная магия басқаға ұшыраған адам өз белгілері болады. Адамның ше. Енді ол мына жерде айтпай-ақ қояйын, оның көп белгілері бар. Осындай деп сұрап жатсам, жоқ ондай ештеңке. Сосын айттым. Енді онда дедім, мен түсініп отырмын дедім примерно. Енді әйелің инстаграм бар ма дедім, иә деді. Жақында инстаграмда бір психолог немесе тағы басқа біреудің сабағына қатысып жатыр ма әйелдердің дедім. Иә деді. Болды, онда проблема осыдан шығып жатыр дедім. Өйткені білесіз ғой, енді қараңызшы. Пәленбай рет ажырасқан адамдар отырып алып, кеше ана Қанат Әлжаппаров айтып жатыр ғой, жаңа пәленбай рет ажырасқан әйел келіп бақытты болу, семьяны сақтап қалу туралы уағыз айтады да. Şu сатады ғой оны пәленбай. Келіп соны сатады, үйретеді. Мен қалай ол өзі істей алмаған нәрсені қалай ол басқаларға үйретеді, өзінің қолынан келмеген. Мысалы, мен сіздерге айтайын, Алланың бірінші жәрдемі, бұл Алланың мейірімі. Аллаға шүкір, мен бір емес, екі семьяны тату-тәтті ұстап отырмын да. Екі семьяны. Аллаға шүкір. Алла берекесі. Адамдар бір семьясына шамасы келмей жатыр да. Мен отбасы туралы айтсам болады, иншалла. Жасым 40-тан асты, пайғамбардың жасынан асып жатыр да. Мысалы да. Мен түсінбеймін мен мысалы. Неше балаңыз бар? 8 бала, шүкір қазір. Алла берекесін берсін. Әмин. Енді мәселе бұл жерде андай ғой жағдай. Енді осы жерде отырып алып жаңағы цивилизация туралы айтып жатқан кісілерді білеміз, тағдыр қалай болып жатқанын, иә? Жаңағы мені шығарып өзі ажырасып кеткен кісілер, басқа да мысалға 2-3 рет ажырасып кеткен адамдар келіп мына жақта отбасы бақыты туралы әңгіме айтуы мен орынсыз деп есептеймін. Сен Алла Құранда айтады, сендер өздерің істемеген нәрсені неге айтасыңдар деген аяттар бар да Құранда. Өзің істей алмайсың ба, не үшін айтасың оны, иә? Сондықтан сол жерде бірінші жаңа әлеуметтік желі болса, ажырасуға себеп болып жатқан. Енді бірінші тізіп шығайық, не себеп болып жатыр деген тізіп шығайық. Біріншіден жарды дұрыс таңдамау. Дұрыс таңдамау. Енді қалай таңдауды білмейміз біз. Мысалға тіпті мынандай қазір жастар білесіз, бүйтеді. Біз қызды қаяқтан табамыз дейді да сонда. Даже қызды қаяқтан, түсінесіз ба? Мен бір рет айтып едім. Бизнесте қыз жоқ. Иә, жоқ, мынандай ғой. Біз даже тамақты немен ішу керек мәдениеті дегенде жоқ қой бізде, білесіз ба? Мысалы, түріктерде артынан айран береді деген сияқты өзінің бір андай ережелері бар да. Да, қалыптасқан. Бізде сенесіз ба? Дастарханда бәрі тұрады. Немен ішу керек, немен ішуге болмайтынын да білмейміз біз. Әдеби бір мысалға мен айтамын, толып кеткен адамдар не үшін толып кетеді, білесіз ба? Қарапайым нәрсе. Жеген нәрсесінің калория санын біліп, және жұмыс істегенде, жүргенде, немесе бір темір көтергенде қанша калория кетеді деген нәрсенің санын білетін болса, адам семіре алмайды негізі. Біз осының есебін де білмейміз да. Сол себептен де бізде де айтып отырмын ғой, жаңағы біз кәдімгі қарапайым әйелмен қызды қаяқтан табамыз деген сұрақтар көп қазір. Оған ораламыз тағы да. Біз осындайға дейін білімсізбіз да. То есть жарды дұрыс таңдамау. Сосын әлеуметтік желіні пайда білім көзі қылу. Өйткені сен ешқашанда әлеуметтік желіні білім көзіне айналдырсаң, сен дұрыс жар іздеп, немесе жаңағы бақытты семья құра алмайсың. Одан кейін біз балал-шағалаға өзіміз дұрыс емес приоритеттер қойып беріп жатырмыз. Жас балаларды сен бірінші жағдайын жасап ал, ана мынау деген сияқты. Ал енді білесіз ғой, 13-те отауға кесіп болған атам қазақ ерте үйленуге үндеген не үшін? Осының бәрі ажырасудың алдын алу үшін. Өйткені жас ағашты қалаған жағыңа бұра аласың. Бірақ тамырлап кеткен ағашты тек қана кесіп тастаудан басқа амал жоқ та. Ол тамырлап жасы 28-ге келіп сөйтіп тұрған кезде бір жасы 25-ге келген бір қызға үйленетін болса да, немесе 30-ға келген жігітпен қыз үйленеді. Ол екеуі де тамырлап қалған да. Анау анаған ыңғайланғысы келмейді, мынаған ыңғайланғысы келмейді. Сондықтан біріншіден
кеш үйленудің өзі ажырасудың бір себебі. Бағана бір кісі айтқан екен, ажырасудың ең басты себебі үйлену деп жаңа жерде. Рас қой сөзмен. Енді үйленбесең қайтып ажырасың деген. Характеріміз келмей қалды деген содан шығады ғой. Иә, енді қайтып келеді ол. Бір-біріңе ыңғайлана алмайсың да қайтып келеді ол. Мысалға да Бекболат ағаның мамасының керемет сөзі бар ғой. 14 жасында үйленген екен да шалына. Шалы 15-те болған да. Қазір ойбай мынау педофил бір бәле деп айтуымыз мүмкін, бірақ бұл ата-бабамыз салтымыз біздің. Осы мен тыңдап отқанның қаншасының әжелері 14-15-те үйленген. Осы жерде мойындайықшы, зачем бұл жерде там пәлен түген деп айтып шариғат деген педофилизм пәлен түген. Біз түбін ана аяқтағанайық, мен оны адалдап отқан жоқпын. Ол кезде норма болған нәрсе. Ол кезде норма болған, өйткені ерте жетілген адамдар деген сияқты. Ыстық жақта жеміс ерте пісетін сияқты, мына Шымкент, Қызылорда, жалпы мына оңтүстік жақта әйел де еркекте тез піседі. Мен жыныстық пісу туралы айтып тұрмын бұл жерде. Тез піседі деген сөз ол тез піскен еркекте әйелде ол үйленуге дайын деген сөз ғой. Үйленуге дайын адам, тамаққа аш адам бір апта ашығатын болса, алдынан бір тамақ алып біреу өтсе, оны ұрып болса да, соғып болса да, ұрлап болса да ол тамақты алатын сияқты. Жыныстық қабілеті жеткен адам, жыныстық қабілетке жеткен адам, сол сәттен бастап ол ашығады, соны қалайды. Ол аш адам бүкіл мақсаты, мына мектепте де басқаса да, бүкіл мақсаты қайтсем осы қызға қол жеткізем болады ғой. Алдап па, вечерге апарып, туған күнге апарып, нашыңызға апарып, әшін жай серуендейік деп апарып, әйтеуір бір бәлеге алдап түсіру деген ойлап тұрады да. Түсіндіңіз бе? Сондықтан осындай нәрсе, кеш үйленудің проблемасы ажырасу. Одан кейін жаңа бізде көп ажырасуға алып келіп жатқан нәрсе, басқа адамдардың ортаға түсуі, ене мен келін арасында қарым-қатынасы ажырасуға алып келеді. Сосын подругалардың ортаға түсуі, ажырасып кеткен әйелдердің көбісі басқалардың семьясына өзінің сол диктатурасын жүргісі келеді да. Мен свободный болдым. Ажырасқаннан кейін әлеуметтік желіде отырып алып, мен ажырасқаннан кейін бақытты болдым деп, кешке төсекте жатып, жастық құшақтап жылайтын әйелдер шын мәнінде олар. Шын мәнінде солай. Бірақ кешке жастық құшақтап жылап жатыр да. Бірақ ана видеода жаңағы мен ажырастым, ажырасқаннан кейін бақытты көрдім. Атасының басы ондай емес негізі. Олай емес. Тура осы сияқты мен қазір тізе беретін болсам, өте көп себеп. Мысалға, көзді еркіне жіберу. Аль-Хумейт деген ғалым 35 түрлі кең таралған ажырасудың себептерін айтқан кітапта. Сөйтеді да, жаңағы кітаптың ішінде осы 35 түрлі бәлені, ажырасудың себептерін қалай алдын алуға болады, қалай жоюға барады деген нәрсені үйретеді да, мысалға да. Аллаға шүкір, сол кітаптардың бәрі бар менде, сол білімнің бәрі мына жақта тұр, иншалла. Мәселе мен қазір біздің қоғамда көп кездесіп жатқанын айтып отырмын ғой. Келін енемен қарым-қатынасты білмеуі, ененің келінмен қарым-қатынасты білмеуі, ененің өзі ене болуды білмейді қазір. Түсініп отырсыз ба? Еркек келінмен ененің арасында көпір бола алмайды. Сөйтіп ажырасуға себеп болады көп адамдар. Одан кейін еркектердің төсектегі әлсіздігі, еркектердің осы жердегі сауатсыздығы. Мен сізге айтайын, өкінішке орай біздің қоғам үлкен адасуда, үлкен алдануда. Қазіргі жастар іштен оқ туады деген оттаған әңгіме. Порно көрсе, эротика көрсе болды. Бұлар жаңағы шынымен жыныстық сауатты дегеннің барлығы жалған ақпарат. Бүкіл әлемнің бәрі айтып отырған. Бұл керісінше отбасының төсек қатынасындағы психологиясын бұзатын, сөйтіп бақытсыздыққа алып келетін нәрселер негізі шын мәнінде. Шын мәнінде. Өйткені көзін еркіне жіберіп, жаңағыдай көзін еркіне жіберіп, сол нәрсеге қарай берген еркек те, әйел де өзінің партнерынан кемшілік көріп, одан дұрыс адамды іздей бастайды. Кәдімгі аңсай бастайды соны. Сол көп ұзамай бұл ажырасуға алып келеді. Түбінде осы құрт жатыр. Мына құрт меха түскен, сол құрт түбінде ажырастырып алып келеді. Какой-то бір психологиялық ауытқуларға да әкелуі мүмкін, оны жаңағы. Обязательно. Көру. Өте. Бұл порноқұлдық деген бұл өте жаман ауру негізі. Енді мынандай проблема бар да, ерлі-зайыптылардың махаббатын суып кетуінен болатын ажырасу деген болады. Қолдан суытып жатырмыз да, махаббат деген шын мәнінде мен сіздерге айтайын, жұлғанға дейінгі күтімі мен гүлдің, жұлғанға дейін өзі өсіп тұрған жерде күтімі мен гүлді жұлғаннан кейінгі күтімін екеуін салыстыршы, қай жерге күтім көбірек керек? Жұлғаннан кейін көбірек күтім керек та негізі. Ол сен үйлендің, үйленгеннен кейін махаббат
махаббатқа көбірек күтім керек негізі. Ол махаббатты сақтап қалу үшін өте үлкен еңбек керек негізі. Сол махаббат жаңағы. Сосын семьяның бәрі өкінішке орай мен сізге айтайын, 90% махаббатпен болса, кей жағдайларда 10%, мүмкін 20% махаббатсыз құралады семья. Бірақ сөйтіп те семьяны сақтап тұрып, кейін сол семьядан махаббаттың шоғын үрлеп шығаруға болады да, дамытуға болады да. Омардың оқиғасын айтып берейін сізге. Омарға бір сахаба туралы әңгіме келеді. Сонда Омарға алып келеді кәдімгі. Айтады да, маған сен туралы әңгіме жетті деген кезде ана жігіт айтады да, сен маған, мен енді әйелдеріңмен жақсы емес екенсің дейді ғой, енді Омар айтады. Сонда Омар жаңағы жігітті шақыртқан кезде ол кісі айтады, ана сахаба айтады да, мен қасыма бір адам қосып жібер дейді да. Қасыма бір адам қосып жібер дейді. Сөйтіп ана адамды қосып жібереді Омар. Сөйтіп ана үйіне барады, сосын әйеліне айтады, ана күйеу айтады әйеліне. Аллах атымен ант етіп айтшы дейді. Сен мені жақсы көресің ба, жек көресің ба дейді. Сосын ана әйел бүйтіп ойланып тұрады. Аллахтың атымен ант етіп шынымды айтайын ба дейді. Иә дейді. Аллахтың атымен ант етемін, мен сені жек көремін дейді. Сосын анау естідің ба дейді. Күйеуіне айтады. Сосын қасындағы жігітке анау Омар жіберген адам айтады. Естідің ба дейді. Енді мынау мені жек көріп тұрғаннан кейін дейді, мені жақсы көрмей тұрғаннан кейін қайтып бұл семьяда дейді, бір-бірімізбен жақсы боламыз дейді, махаббат жоқ арада дейді. Сөйтіп Омарға барып айтады ғой, көрдің ба мына адам куә. Не деді дейді әйел. Осыны айтты. Сосын Омар әйелін шақыртады. Әйелін шақыртады да, ана жігітті шығарып беріп, әйеліне мынандай сөз айтады. Сен не деп жауап бердің дейді да, сені сұрады. Аллах атымен ант етіп сұрады ғой дейді да. Шыныңды айт деп айтты. Мен шынымды айтуым керек қой дейді. Сонда Омар айтады, өтірік алдай салмадың ба дейді да, жақсы көремін дейді. Сонымен анау айтады, сонда мен Аллах атымен ант етіп тұрып алдауым керек па дейді. Аллах атымен ант етіп тұрып өтірік айта салуым керек еді ғой дейді. Өйткені кім айтты саған дейді, семьяның бәрі махаббатқа құралады деп кім айтты дейді. Семья кейде осы балаларға мейіріммен құралады. То есть семьяны сақтап тұратын тек қана махаббат емес. Махаббат сақтап тұрады. Сосын арада бала көбірек болса, осы балалар әкесіз өспесін, осы балалар шешесіз өспесін деген мейірім сақтап тұрады. Аманатшылдық, мысалы ғана хадис бар ғой, Хасан аль-Басри кетеді ғой. Қызыңды кімге беру керек дегенде діндарға бер дейді. Өйткені махаббат суып қалған кезде оның Құдайдан қорқатындығы семьяны ажырастырмай ұстап тұрады дейді. Яғни семья Құдайдан қорқуға құралады, аманатшылдыққа құралады, сыйластыққа, балаға деген мейірімге құралады, махаббатқа құралады. Сөйтіп осының бәрі жан-жақтан ұстап тұрады да. Мысалы біздің ата-бабаларымыз ілгері қалсаң, қайтып келген қыз жаман деген просто әшейін елден келетін осындай жаман ойдың өзі күйеуінің таяқ жеп жатса да сол үйінде отыратын болған да ол қыз. Мәселен да. Құранда да Алла тағала жаңағы отбасы туралы айтылған кезде, ер адам мен әйел адам туралы айтқан кезде, семья туралы айтылған кезде махаббат туралы айтпайды ғой. Біз сендердің әйелдеріңді, сендердің қабырғаларынан, сендер оларда жаңағы тыныштық табу үшін жараттық деп айтады. Яғни махаббат емес, өзім түсінігім бойынша ғой, енді сізден сұрақ қойып отырмын ғой. Тыныштық, мейірімділік, сыйластық және тағы да сондай бір қасиеттер махаббаттан да жоғары тұрады деп түсінемін өзім енді. Қаншалықты дұрыс емес. Мысалға мен ойлаймын да, қазір біз мынау мақсат дейді ғой, мақсат. Мақсат деген шын мәнінде адамды алға жетелейтін, оның бүкіл тіпті сөзін, істерін жасалып жатқан, алда күнделікті қоятын жоспарының бәрі сол мақсатқа байланысты қояды адам. Сен сөзің де сол мақсатыңа байланысты шығады негізі. Адаммен тіпті қарым-қатынасың да мақсаты. Мысалы сен ақшаны мақсат тұтып тұрсаң, мақсат тұрсаң, ана адамға жалпақтайсың. Әлгі бір кісі айтқан екен, әділеттілік всегда ақшадан жеңіліп қалады, өкінішке орай, кей кезде деп ше. Әділеттілік ақшадан жеңіліп қалады дейді. Негізінде ақша сен үшін ең басты приоритет болса, Алланың діні, мынау ар-намыс, ұлтқа деген жанашырлық, махаббат, әйеліңе деген махаббат деген сияқты, ата-анаға деген сыйлау деген сияқты ақшадан да биік құндылықтар болмаса, сен үшін ақша сен үшін биік құндылыққа айналып кететін болса, мынаның барлығы аяқ асты болады, тапталады да, быт болады.
мысалға махаббат үшін емес, ақша үшін есеппен үйленгендердің көбісі ақша азайған кезде махаббат суый бастайды да. Ақша айған кезде махаббат та азаяды, сыйластық та азаяды. Мына адамның мынау жек көре бастайды бірін-бірін, өйткені ол негізгі көре бастайды. Өйткені мақсат сол еді да, ақша еді. Енді қара, сол сияқты мысалы қазір қыздар мақсат, әйелдердің көбісінде мынандай мақсат бар. Мен жұмыс істеуім керек, маман болуым керек деген мақсат бар да. Сен бірінші мынаны шешіп алу керек. Сенің негізгі мақсатың маман болу ма, мама болу ма? Сен осыны шешіп алу керексің да. Мысалы, сүйікті әйел болу ма, жоқ бір врач болу ма? Ана бір мысалды келтір. Осының қайсысы сенің негізгі мақсатың, өмірдегі предназначениең? Сөзіңіздің аузыңызда ана бір мысал есіме түсіп кетті да, бір кісі айтады да, орыс тілді блогер, бүйтіп айтады. Женщины говорят, строят карьеру, дейді да, и говорят, типа, я хочу быть независимой, и при этом они независимы от своих мужей, дейді да, но становятся зависимыми от какого-то дядьки, который их на работу берет, дейді да. Ақша төлейтін. То есть это самообман, дейді да. Солай негізі. Сен одан да күйеуіңе тәуелді бол, дейді да, чем какой-то бір бөтен еркекке тәуелді болғанша. Андай ғой, қараңызшы, өте дұрыс айтып отырсыз. Негізі еркекке біз әйелдерді кінәлап отқан жоқпыз, сразу асын сызып айтып қойық. Бұл жерде еркектерге де байланысты мәселелер бар. Мынандай ғой, еркекке өзінде жоқ нәрсе керек та. Мысалы, еркек тамағын істеп іше алады. Еркек өзінің іш киімінде, нәс киімінде бәрін жуалады. Ол техника бар, техника бар, кнопканы баса салу деген кім қолынан келмейді қазір. Еркек поварлар, әйелдерден де мықты еркек поварлар бар даже. Мысалы, мен өзім пловты, мысалы, әйелімнен жақсы пісіремін мен. Ташкентский плов пісіремін мен. Біледі ғой, асыларынан жігіттердің бәрі біледі. Қуырдақ, шашлик дегенді істеген кезде, балалар деген, жәкең сіздікі дәмді шығады деп сөйтіп отыратын да, мысалы. Мен әйелімнен мықты істеймін, мысалы, кейбір мәселе. Ол әйелім істей алмайды деген сөз емес. Бірақ мәселе еркекке әйелден еркектің өзі істей алатын нәрсенің ешқайсысы керек емес. Еркекке еркектің бойында жоқ қасиеттер керек та әйелден. Егер еркек әйелге не керек екенін, әйел еркекке не керек екенін түсінсе, өте көп семья ұсталып қалады негізі. Бұл жерде махаббат болады, арада көп нәрсе түсіністік болады. Осыны таба алмайатырмыз да біз қазір. Әйелге не керек, еркекке не керек дейді. Өйткені не үшін десеңіз, еркектің барлығы, біз әйелдің психологиясы еркектікі сияқты деп ойлайды, ойлау жүйесі бар. Әйелдің барлығы, еркектердің психологиясы біздікі сияқты деп ойлайды. Өзінің коробкасының ішінде ғой әрқайсысы. Осының себебінен бір-бірімен ешқашан ұштаспайды да былайша. Түсініп отырсыз ба? Не үшін кездеспейді мына жерде, диалогқа келмейді. Өйткені анау әйел, мынау еркек, екеуі екі жаратылыс, екі түрлі жаратылыс. Енді осы жерден шығатын мәселе, әйелге не керек десең, еркекке не керек десең, әйелдің бойынан ол женственность дейді ғой, жаңағы әйелдің қылығы, әйелдің жаңағы еркектің жаңағы бала туып беру, мысалы, еркек бала туамайды өзіне. Сол баласының жаңа қылықтарын айтып, еркектің жүрегіне жылу салуы әйелдің деген сияқты. Оған еркектің жұмыстан күтіп алған кез алдынан сұлу болып шығу деген сияқты. Яғни махаббат, әйелдің бойынан осындай мейір махаббат керек. Енді мен сізге айтайын. Кешке шейін жұмыста жүрген әйел осындай мейір махаббат, женственность көрсете ала ма еркек үшін? Ол жұмыстан шаршап келеді. Өзі шаршап келген, оның өзіне мейірім керек та. Қайтып істейді оланы айтыңызшы. Күйеуі бар, бала-шаға бар, қайсына көңіл бөледі? Ол азынан кешке шейін жұмыс істейді, үйге келгеннің үйіне пәленбай тірлік оның басында тұрады да ол. Сол үшін бір келісіп алуымыз керек та. Әркімнің өз міндеті бар, сол нәрсені істеу керек та. Әйелге еркек болудың қажеті жоқ, еркекке әйел болудың қажеті жоқ. Мен всегда айтамын, қыздар, сендерге дерзкий жігіт керек па? Ақша табатын, тестостероны биік, сені кәдімгі қызғанатын, сені кәдімгі ақша жөнінен, мыс жөнінен, мінез жөнінен басып тұратын осындай жігіт керек па? Біліп қойыңдар. Ондай жігіттер ешқашан сенің айтқаныңды істемейді. Ондай жігіттерді сендер абьюзер деп айтасыңдар. Red flag. Red flag дейсіңдер. Red flag, абьюз қазір. Кең тарап кеткен сөздер. Бірақ сен қазір ондай абьюзерге тиіп аласыңдар да, сосын барып өзінің айтқанын істеп, оның миын шағып, бір күні бір қарасаң бір чумоға айналып кеткен, сөйтесің да, ана чумодан жеркене бастайсың да. Тестостероны түсіп кеткен еркектің
ешқашан табысы мықты болмайды. Анау айтылып жүрген әңгіме бекер емес. Яғни әйел еркектің табысына әсер етеді деген осы. Тестостероны түсіп кеткен еркек ешқашан табысты болмайды. Өйткені тестостерон еркектің бүкіл ойлау жүйесіне, шығармашылығына, тіпті күшіне әсер етеді ол. Вялый, жата бергісі келетін үйде тестостерон түсіп кеткендердің белгісі осындай болады. Шаш түсе бастайды оның. Уайымға салынғыш, стресс, депрессия құрғыш болып кетеді еркек. Тестостерон түсіп кеткен. Бүйтіп қатын сияқты кәдімгідей. Бүйтіп бір орында отыра бергісі келеді, жата бер. Ұйқысы қанбайды ешқашан. Постоянно вялый бүйтіп. Бүйтіп кәдімгі андай. Енді осындай еркек керек па? Мысалға да. Мысық сияқты сәл жылыға бас тисе болды, қор ете қалатын. Мысалға да. Керек болсын еркек? Білмеймін енді. Ол керек емес әйелдерге, дұрыс па? Керек емес. Әйелдерге ондай керек емес болса, онда еркектерді бағалау керек. Ол абьюзер, red flag, бәле деп. Еркектерді шыны керек енді бұны. Әйелдер де айтып жатыр қазір. Көп мықты әйелдер айтып жатыр. Еркексіз әйелдің күні жоқ дегенді айтып жатқан қазақ даласында өте мықты әйелдер көп қазір көбейіп жатыр. Енді бір нәрсе айтып қойын сіздерге. Осы жүріп жатқан идеологияның мен сіздерге айтайын. Тура осы сөйлеп жатқан, мен айтып жатқан мәселелер бар ғой, еркекті құнсыздандыру, осының бәрінің түбінде гендерлік саясат деген идеологияның жатқаны. Көп тіпті орамалдағы қыздардың өзі еркек пен әйел тең деген кезде осы гендерлік саясаттың идеологиясын шотпағын шауып атқанын түсінсе, және гендерлік саясаттың ар жағында ЛГБТ, лесбиянство мен голубойларды көбейту дегеннің идеологияның жатқан қалай түсінбейді деймін да? Қалай? Мен түсінбеймін, қалай түсінбейді оны? Ол дураку ясный нәрсе ғой, ол қалай түсінбейді ол нәрсені? Мысал ретінде батыс елдері ғой, қазір біз көріп отырған нәрсе. Отбасылық институт жоқ, жаңағы кім қандай жыныс болғысы келеді кішкентай кезінен бастап. Сен негізі ұл емессің, сен қыз емессің, сен өзің білесің кім болғанын. Соған алып келген нәрсе не? Гендерлік. Гендерлік еркек пен әйелдің теңдігі деген нәрсе. Сондықтан бұның барлығы шын мәнінде өкінішке орай қазір мен сізге бір секретті айтайын. Кеше бір мынандай видео көріп қалдым. Енді ұят болса да айтқым келіп отыр мен. Тима. Бүйтеді да қазір сондай аппараттар шыққан дейді негізі ше. Енді ұстаз мынау деп елдер көбісі не алады, бірақ енді өкінішке орай мен мына Чубагажының мешіттің ішінде отырып осындай сұрақтарға жауап бергенін көрдім. Абдығапар ұстаздың осындай сөздерді айтқанын көрдім, ашық айтқанын. Өйткені тіпті мына мысалға ғалымдар бар, Жұбайлар шаттығы деген кітап жазған, мысалы ішінде осы отбасылық тіпті төсек қатынасына байланысты мәселелерді өте терең ашық жазған. Неге? Өйткені бұл нәрсені білмеу қаншама семьяның ажырасуына алып келеді негізі. Бұл махаббатты ұстап тұратын ең негізгі ұстындардан негізі. Алланың мейірімінен кейін әрине. Енді осы нәрседе өткенде біреу айтып жатыр. Қазір сондай аппараттар шыққан дейді да, бір қыздар, әйелдер сөйлеп жатыр да. Еркек керек болмай қалады скоро дейді. Әйелдерге дейді. Еркектен де мықты жаңағы сондай әйелге ләззат сыйлай алатын аппараттар шыққан дейді да қазір. Скоро еркек мүлде керек болмай қалады. Енді мен сіздерге айтайын. Тап-таза әшейін бір әлгі бақытсыз, ешқандай еркектен бақыт таппаған, еркектен мейірім көрмеген еркектер бұны менсінбей қойған, өзінің жаңағындай әйелдік мінезі қылығы жоқ болғаннан кейін, женственності жоқ болғаннан кейін еркектер мүлде қарамайтын бір бақытсыз, өмірге өкпелі, бүкіл еркек атауына өкпелі әйелдердің аузынан шыққан сөз бұл негізі шын мәнінде. Өйткені шын мәнінде төсек қатынасындағы ең негізгі фишка, бұны ашық айтуымыз керек, ең негізгі фишка бұл психологиялық, жыныстық қатынастың психологиялық аспектісі. Физиология емес, психология. Психологиялық. Не дейсіз қой ол? Ол деген мен мысалға қазір бір еркек өзінің әйеліне өзінің бүкіл махаббатын айтады, көрсетеді, оның фигурасын мақтайды, оның қылықтарын мақтайды, оның киімін мақтайды, оның духиін мақтайды, оның тіпті оған деген қарым-қатынасын, тіпті өзінің түндегі екеуінің істерін мақтайды да еркек. И осындай еркекке әйел адамдар қатты ғашық болады да. Неге? Өйткені ол әйелдің түбінде өзінің ләззат алуы қаяқта тығылып жатыр.
мен партнерыма, күйеуіме көбірек ләззат сыйлап жатырмын. Ол менен қатты ләззат алады, ол менен қатты қозады деген психология. Тура сондай наоборот. Әйел еркекке білдіретін болса осы нәрсені, еркек те осынан ләззат алады. Енді аппарат саған сондай істеп бере ала ма? Ол физиологиялық қана уақытша ғана. Ол оны бере алмайды ол. Сондықтан жаңағының барлығы оттаған, далбасалаған әңгіме. Еркек беретін, еркектің бойындағы бағанағы беретін психологиялық, негізгі жаңағы физиологиялық алып келетін психологиялық нәрселер төсек қатынасына байланысты айтып отқанымен. Қазір енді астарлап айтып отырмыз ғой, осы нәрселерді ешқандай әйел де бере алмайды, және ешқандай аппарат та басқа да бере алмайды. Бұл нәрсе тек қана ерлі-зайыптылардың арасында болатын істер. Әйелдің күйеуіне, күйеуінің әйеліне деген психологиясы. Бұл нәрсе болмайынша, мен сізге айтайын. Мысалы, бір бағана пример айтайын сізге. Мысалы, шариғатта андай хадис бар, ақыр терең деп жатырмыз ғой. Андай хадис бар. Әйел түйенің үстінде отырса да, немесе қазанның басында тұрса да, күйеуі шақырса бару керек деген хадис. Бәрі біледі. Бірақ бұл не мағына береді деген білмейді. Ол дейді да, мысалға айтады, енді отказ бермеу керек екен ғой дейді, болды. Кез келген уақытта бару керек. Бару керек екен ғой дейді, арғы кете береді. Осындай хадис бар екен ғой деген сияқты. Бұл хадистің түбі неде жатыр? Бұл хадистен қандай мағына шығады? Қандай даналығы бар бұның? Бұл отбасын сақтап тұратын, бүкіл әйелдердің құлағына алтын сырға еркектің психологиясының қандай екенін шариғат көрсетіп тұр бізге. Еркекке никогда отказ беруге болмайды. Никогда. Егер әйел еркекке тура осы мәселеде бір рет отказ беретін болса, семья төсек суый бастайды. Мысалы, бірінші мынадан басталады. Мен ана бір жерде айттым ғой, не деді айтқам. Мысалы, қарапайым мынадан басталады. Әйел бір рет отказ берді. Еркекте мына нәрсе пайда болады. Шайтан осылай салады ортаға. Бұл мені қаламайды дегенше. Екеуміздің арамызда махаббатымыз енді осы кезде суый бастайды. Ол мені қаламайды ғой бұл деген сияқты. Сөйтеді, еркек те одан отдаляться ете бастайды. Енді партнер жақтан айттым ғой, бағана психологияда не дедік? Партнерді, бұл әйелім мені қатты қалап тұр, ол мені қатты жақсы көреді деген сезім ғана екеуін бір-біріне ұстап тұрады. Жаңағы төсекті де яркий қылатын осы нәрсе. Енді осы нәрсе сөне бастаған кезде мынау қаламайды. Еркек қозбай қалады. Әйелге деген ешқандай махаббаты, әйелге деген ешқандай жаңағы несі өсе бастайды. Қызық емес бола бастайды. Қызық емес бола бастайды. Жайлап, сосын әлеуметтік желіні ақтара бастайды. Порно көре бастайды. Басқа біреумен сөйлесе бастайды. Бір күні қарасаң, уже ажырасып кеткен. Мысалы, мен көп семьяларда айлап қосылмайды. Осындайдан басталған, сөйтіп айлап қосылмай кеткен семьяларды. Бәленбай ай. Кәдімгідей. Шыныңыз ба? Шайтан осындай мәселеден басталды. Сол үшін ешқашан, не үшін түйенің үстінде тұрса да, қазанның несінде деген, бұл әйелдердің ең үлкен қаруы негізі. Семьясын ұстап тұратын ең үлкен қаруының бірі осы. Ол күшті болмаса, ол нәрсе мықты болмаса, шын мәнінде мен сізге айтайын. Ал енді ол ондай болу үшін әйелдің бойында әйел қылықты болу керек. Қашан көрдіңіз бизнес-вомен әйелдердің қылықты болған? Негізі шын мәнінде бизнес-вомен әйелдер ешқашан қылықты болмайды. Директор әйелдердің қылықты болғанын көрдің ба? Күйеуін басқарып тыштырып отырады да кәдімгі бейшараншы. Енді кешіріңіздер, енді артық кетсем, бірақ шын мәнінде солай негізі. Ер адам мысын басып, мысын басып, өйткені басқарып үйреніп қалған. Күйеу бүйтіп отыр, бір видео жүр ғой ерте. Әйел бүйтіп, табалдырықтан биік тау жоқ дейді деген бір апамыз бар ғой айтып отқан. Сөйтсе, күйеу енді сөйлей бастаса, неге бүйтіп айтады дейді да, сөйтсе бүйтіп үндемей қалады да күйеу. Көріп тұр да жерде. Міне менің еркегім тауым деп қойды, сөйтсе ана таудың отырысы былай бұны тау. Бүйтіп, дұрыс айтады депші, жа жерде кәдімгідей тау емес анау. Төбешік анау. Ал енді Жаке, сіздің әңгімеңізден осындай сұрақ туындап отыр. Жалпы мықты болу үшін осы мәселеде жігіт қандай болу керек, қыз қандай болу керек,
Оны енді ешкім үйретпейді ғой, ол біздің қазақтың тәрбиесі сондай, отбасыда бала кезден әке-шешемізден ондай нәрсе естіген жоқпыз. Шыны керек көшеден естіп, телевизордан көріп үйренген нәрсе ғой негізі, былай айтқан кезде. Енді қазіргі жастары да бар, үлкендері де бар. Үлкендердің өзі осы нәрселерде сауатсыз, иә, шыны керек. Сауатты болу үшін және мықты болу үшін жалпы не істеу керекпіз? Негізі Тимур, сен өте бір маңызды мәселе айттың, жаңа біз естіген жоқпыз ғой үйден деген. Яғни біз біраз жылдар бойы осы ата-бабамыздан қалып келе жатқан жаңағы әкесінің мен баланың арасындағы қарым-қатынас, отбасылық өмірге дайындау деген сияқты бір үлкен отбасылық мұрамыздан ажырап қалдық. Неге десеңіз, біз үшін ең негізгі уайым Совет одағының заманындағы материализм деген нәрсе бізге осы нәрсені алып келді. Яғни ақша ең маңызды құндылық деген нәрсені алып келдік. Біз баланы тәрбиелеп жатырмыз деген сөз, мен оның киіндірсем, мен оның оқуға түсірсем, оқытсам, ақшасын міне отбасы болып кетеді, осы нормальный болып кетеді, ақшасын беріп тұрсам болды, қатарынан қалдырмасам деген сияқты. Міне осы тек қана ақша да. То есть ол кісілердің тәрбиедегісі келген жоқ емес, просто тәрбие деген не екенін түсінігі жоқ болып кетті да. Ал енді ол ақшадан да биік құндылықтар бар деген нәрсені, рухани құндылықтар бар екенін біз естен шығарып қойдық. Мысалға, жаным арымның садақасы деген сөз, бұл ешқандай ақшаға ұят мәселелерді сатуға болмайтындығын көрсетіп тұр да. Сол емес пе? Қазір ақша үшін әкесімен соттасып жатқандар бар. Ақша үшін бір ата-анасымен соттасып жатқандар, айтып отырмын, сол соттасып жатқандар бар. Мысалға, именно ақша үшін ана бір кім деген Сулейман Рочхи деген миллиардер айтады ғой. Мен көп кейінгі байларды көрдім дейді. Мультимиллиардер. Бұл кісі әлемдік Форбста 7-ші орында тұрған. Сулейман Рочхи деген Саудияның өте тас кедей болған, қалай байығанын бәрін айтып береді, бірақ ол маңызды ол емес. Маңызды мынандай сөз айтады ол кісі. Өлерінде кедей болып өлген ол кісі, тас кедей болып өлген, 88 жасында кеткен. Ол кісінің 4 әйелі, 25 баласы, 128 немересі, 300-ден астам шөбересі болған. Мультимиллиардер. Кәдімгі әлемдік Форбста 7-ші орында тұру деген түсініп тұрсыз ғой, иә? Интернетте бар ол кісі туралы оқиға. Енді сол кісі тас кедей болып өлген. Сонда айтады, не үшін олай десе айтады. Мен дейді, көп миллиардерлер қайтыс болғаннан кейін бала шағасының сол дүниеге таласқанын, соғысқанын, бір-бірімен атысқанын, келдер жалдағанын, ағайындар араздасып, бір-бірімен мүлде араласпай кеткен, осының бәрін көрдім дейді. Осы бәлені, осы фитнаны мен тірі кезімде шешіп кетуім керек деп, өлерінің алдында бүкіл байлығын ағайын туыс бала шағасын тартып тастаған. Бүкіл байлығын. Сөйткенде тас кедей болып қайтыс болған. Не деген даналық, иә? Көрдіңіз ба? Сонда бұл не десең, бағанағы мынау материалдық құндылықтар бізде сондай шығып кеткені соншалықты. Туған інісімен төбелесіп отқан бір кісі көрдім, машинасының айнасын сырып алған екен да. Інісі айнап кеткен да, сөйткенде машинасының айнасын сырып алған. Сол үшін екеуі бір-бірімен төбелесіп пышып жатыр да. Ана баласының қолын сытып тастаған бар емес пе? Баласы шегемен сызып тастаған кезде. Енді сіз мынаны ойлап қараңыз да. Осы оқиға нені білдіріп тұр, что сенің балаңнан да машинең материал ақша қымбат деп тұр да. Мысалы, көп адамдар біледі, Меккеде автобустар, басқалар, машинелер соғысып қалса, адамдардың спокойно, мыналар даже түспеді ғой, бір-біріне даже кетіп қала берді. Амансың ба? Өйткені олар үшін ақшадан да қымбат бір нәрсе бар да. Міне осы адам негізі шын мәнінде мықты адам. Билл Гейтстің сөзі бар ғой, сізден бай адам бар ма дегенде айтады ғой, менен бай адам бар дейді. Мен бір оқиға басынан өтті, мен таңғалдым деді. Өзім сенесіз бе деді. Ақшам жоқ кезде дейді, бір күні жас баламын дейді, неге бардым дейді. Вокзалда бір кісіден газет сатып алатын болып, сол газетке ақша таппай қалдым дейді, ақшам жоқ дейді. Сөйтіп ана кісі газетін тегін бере салды дейді. Пәленбай жылдан кейін уже миллиардер болған кезде жаңағы газет сататын кісіге бір өзімен өзіме түсіп кетті дейді сол кісі. Сөйтіп соған бардым да айттым дейді, бауырым, қалағаныңды сұра, мен білесің бе, мен Билл Гейтспін ғой, иә, мен сені танимын деп айтты. Қалағаныңды сұра деп айтты. Не керек? Ақша, квартира, бәрін жасаймын жағдайын деп айтты. Просто саған рахметімді білдіргім келіп тұр. Сонда ана жігіт айтты дейді, сен білесің бе, сенің жасаған жақсылығынан деп айтты дейді. Менің жасаған жақсылығым әлде қайда құндырақ деп айтты дейді. Қалай деп айттың дейді мен.
бір газет па депші Иә. сондай мен кедей кезде бердім оны деп айтты дейді газет. Сен миллиардер болған кезде келіп тұрсың ғой маған деп айтты дейді да. Сол кезде ана айтады да міне анау айтады да ол адамның тура сол моментте менен бай адам екенін түсіндім дейді да. Түсіндіңіз ба? Иә. Сонда біз айтып тұрғанымыз ақшадан да мықты құндылықтар бар да. Ақшадан да мықты құндылықтар бар. Өкінішке орай біз қазір сондай бір неге кеп қалдық, жаңа сіз айтып отқан. Біз бала-шағаға неге тәрбие, потому что біз тәрбиені ақшасын жасап, оны оқытсам басқа тәрбие беріп жатырмын деп ойлап отырмыз да. Ал жігіттер ойлайды, бір жақсы жұмысым болса, Иә, пәтерім болса, машина болса, мен любой қызды қаратып бақытты болып кетемін деп ойлайды. Олай емес та. Олай емес. Мысалы, жаңа сіз айтып отқандай, қарапайым әшейін қалай әке болу керек, балаға қалай тәрбие беру керек, әйелмен қалай қарым-қатынаста болу керек, ол әйелмен бақытты болу үшін не істеу керек деген әке үйрету керек еді, баладан бала, әкеден балаға мұра болып қалу керек еді сол. Өкінішке орай осы нәрсені жаңа естімедік деп жатсың ғой. Шынымен біздің поколение естіген жоқ оны. Естімегеннен кейін осындай бәлеге келіп отырмыз. Біз ажырасудан бірінші орынға шығып отқанымыз просто так аспаннан айдан түсіп келе салған жоқ ешкім. Бұл біздің қоғамдағы бар проблема. Сондықтан айтатыным менің, да, еркек мықты болу үшін не істеу керек десеңіз, біріншіден біз шынымен еркектің қалай еркек болып қалыптасуын үйрететін ең негізгі әлемдік руханият ол ислам. Сосын біздің дәстүріміздегі бар құндылықтар, кәдімгі еркекті еркек қылып қалыптастыратын. Өйткені әр елдің жеріне байланысты бір арнайы қалыптасатын нәрселер бар да. Ол мысалға бір-біріне келе бермейтін мысалы. Осы нәрселерді үйрену керек та. Егер оны біз үйренбесек, мен сізге айтайын, шын мәнінде мықты еркек болу, мықты әйел болу деген. Мысалы Айша анамыз айтады да, мықты әйел деген дейді, Алла берекесін дарытқан әйел деген дейді, Айша анамыздың мынандай хадисі бар. Ол дейді, үйленуі өте жеңіл болған әйел дейді. Махры аз болған әйел дейді. Тез жүкті болатын әйел дейді. Қараш, қандай үш белгісін айтып отыр да. Үйленуі өте жеңіл болған дейді. Өй, бүйтіп, мұны шермейіп, оның мәшінесі болу керек, оның махры мынандай болу керек, мен талап мынандай, бәлен түген деген не сорлық ол. Мен қарындастарымды күйеуге өзім бердім да, сол беріп атқан кезде мен әке-шешеме айттым. Мына қыздарды үйіне барғаннан кейін дедім да, сояқа. Бұлар сол күйеуін тыңдау керек па дедім да. Иә деді. Онда дедім, біз қыз бергеннің назы бар деп мына жақта отырып, бекерге сол екеуінің ортасына, құдаларының арасына немесе басқаларға от салудың қажеті жоқ дедім да, қазірден бастап. Сол үшін бала жақ не деп айтады, соған көнуіміз керек дедім. Осы кезде жақсы болады дедім екеуінің ортасы. Мына жақта отырып, қыз бергеннің назы бар, бір бәле түген деген сияқты нәрсені айтудың дымға қажеті жоқ та ол үшін. Сол үшін Айша анамыз айтып отыр да, Алла береке тартқан әйел деген дейді, оған дейді, үйлену өте жеңіл болғаны дейді. Жеңіл үйленесің дейді. Махры аз болған дейді. Және үшіншісі не дейді? Тез жүкті болатын дейді. Мен сізге айтайын, Айша анамыз бұл сөзді бекер айтып тұрған жоқ. Білесіз бе, тез жүкті болатын деген. Медицина дәлелдеп отыр, ағайындар. Эстроген, женственный гормоны көп әйел ғана тез жүкті болады деген да. Эстроген деген гормоны аз, женственности аз, более сәл еркектеу әйелдердің ішінде мужской гормон көп болады екен да. Жұмыс істеп қалған, ақша тауып қалған деген сияқты. Мен жұмыс істеуге болмайды деп айтқан жоқпын әйелдерді, айналайын. Сразу осы жерде бірден андай қылмаңдаршы, өтініш. Иә, бірақ мәселе бұл жерде неде? Мәселе бәрібір еркектің жұмысын істеп кететін, негізгі ақша табудың негізгі мақсатына айналдырып кеткен. Я сильная, независимая деген әйелдер бар ғой. Осы әйелдердің гормоны аз болады дейді. Ондай әйелдердің ішінде Америкада зерттеу болған, мен сізге асын сіз айтамын. Сонда мынандай зерттеуде мынандай нәтиже шыққан ғой. Яғни эстрогені аз, тестостероны көтеріліп кеткен, еркектік гормоны көтеріліп кеткен әйелдер, соның себебінен әйел өзін іште еркек деп сезініп, ішіндегі гормондар сөйтіп сезініп, әйелдің жатыры солай сезініп, еркектің былайша айтқанда несін қабылдамайды екен да. Былайша айтқанда баланы қабылдамайды ғой, болды. Жоқ, жабық бәрі. Эстроген деген гормон апарады екен. Гормон
кәдімгі әйелдің жүкті болуына себеп болатын ең негізі. Ал эстроген деген әйелдің дәл осы қылығына жауап беретін гормон да. Бір әйелдер болады, айналайын ау, қылықтылығы сондай, ананың даусынан адам бас айналып қалады ғой. Ол былай жүріс тұрысын айтпай ақ қояйық. Тіпті мен сізге айтайын, әйелдің женский гормоны көп болған сайын, оның тіпті мына пішіні бар ғой, фигурасы басқаша болады. Өте тартымды болады. Түрі басқаша болады. Сіздер көріп пеңіз, мужской гормондар көйіп кеткен ана бодибилдер әйелдердің түрін қараңызшы. Мужик қой жақтары бей шығып кеткен ғой айналып. Иықтары мынандай болып кеткен. Қасында ананың братан деп айтқың келеді, ана шыны керек. Анаған просто атын Людмила деп тұрсаң да, анаған бар ғой, қатын ретінде қарай алмайсың просто. Жергеніп тұрасың қасында тұрып. Сондықтан да әйел еркектің алдында қашан құнды болады? Женственный болған сайын еркек ол әйелге байлана береді. Еркектің алдында шегіне салу, еркектің алдында жеңіле салу. Қазір ана жерде мынандай комментарийлер кетеді. Ой, басыңа шығып алады бір бәле деген сияқты. Кейін тастап кетеді. Оттаған әңгіме. Бағаламай қояды. Оттаған әңгіме. Еркек үшін бағалы адам кім? Еркек үшін бағалы адам айтады ғой. Кез келген ортаға біліммен емес мінезіңмен сиясың дейді. Семьяда да солай негізі. Әйел мысалға күйеуіне бағыну керек, күйеу семьяны басқару керек, жаңағы деген сияқты мәселелер, ол мен ойлап тапқан жоқ, ата-бабамыздан қалған дәстүр ол. Дәстүрді аттап кететіндер өзі біледі. Алланы аттап кетсең, Алланың шариғатын аттап кетсең, еркектер әйелдерге бастық деп тұрған Құранда аятында мысалы. Онда сен кімсің сонда? Қандай береке болады, иә? Осы мәселе. Енді бұл әйелдің мықтылығын айтып отырмын мен. Енді еркек мықты, қандай еркек мықты болады? Жаңа айтып отырсың, мықты еркек бол. Мынандай нәрсе бар да. Құранда ар-риджал дейді. Риджал деген ар-риджалу қауамун аля ниса. Еркектер дейді. Еркектер риджал деген нағыз сондай еркек дейді. Бойында еркектік сипаттары бар дейді. Ар-риджалу қауамун аля ниса деген Құранда аятта айтып тұр. Еркектерді әйелдерге басшы қылдық дейді. То есть мықты еркек деген әйелін басқара алатын. Мықты еркек деген әйелін қызғана алатын. Өйткені қызғанбайтын еркек жәннатқа кірмейді дейді пайғамбарымыз. Яғни Алла жақсы көретін пайғамбар мақтаған еркек ғана шынымен мына өмірде мықты. Өйткені Құдайдан артық кім біледі? Жаратқан адамды жаратқан Құдайдан артық кім біледі? Мықты еркектің кім екенін. Қызғанатын еркек. Біз айтамыз, мықты айғыр деген қандай айғыр? Өз үйірін қорғайтын. Өз үйірін қызғанатын, қорғайтын айғырлығы мықты екен дейді ол еркек. Айғыр дейміз. Вот мына қызғанатын еркек, қызғанышы мықты еркектің айғырлығы шынымен мықты болады. Түсінікті ма? Сондықтан осы жерде екінші мәселе не? Қызғаншақ еркек. Ол енді мен ана шектен тыс қызғануды айтып отқан жоқпын мен. Шектен тыс қызғануды айтып отқан жоқпын. Сонда жаңағы біз айтып отқан қызғанатын еркек. Одан кейін қараңызшы, мынандай әлемдік бизнесмендердің несі бар да? Мақсатын дейді, қарым-қатынасынан дейді, семьялық қарым-қатынасынан, эмоциясынан жоғары қоятын еркек дейді, шын мәнінде әйелдің алдында, қоғамнан да сыйлы болады дейді. Мақсат. Мақсат деген не? Мысалға, мысал тренировканың уақыты болып қалды ма? Тренировкаға өзін сындырып, анау біреу шақырып жатыр, басқа болып жатыр, әйел балаға бір бәле керек деп, соның бәріне қоймай, бала-шағаның ақысын өтеу керек қой. Бірақ мысалға да жаңағы әйелдің өзінің каприздары бар деген сияқты. Оның бәрін жоқ деп өзінің мақсатын жоғары қойған. Немесе бір бизнес кездесулер болсын басқа. Міне осында еркек сыйлы болады әйелдің алдында. Енді әйел мынандай адамда, женщина играет в игру, я мужа нагну деген дейді да. Еркекті сындыру деген ойынды ойнайды дейді да. Бірақ дейді, сол сындыру деген ойынды ойнайды, бірақ оның сынбағанын қалайды дейді өзі. Оның таbi, өйткені ол еркек сынып қалса дейді, ол оны сындырады дейді, сындыруға тырысады. Бірақ еркек сынып қалса, бірден оның алдында құнсызданады дейді. Өйткені оған сынатын еркек керек емес. За мужем тұру керек ол. Түсініп отырсыз ба? Түсіндік, күшті. Енді сол енді еркек сынбау керек та. Сонда әйелдер сені жаңағыдай өзін айтқан, әйелін айтқан істемеу керек деген сөз емес қой. Мәселе бұл жерде кез келген семьяда әйел мен еркек алғашқы 3 жылдың ішінде семьяда кім бастық деген мәселеге талас жүреді.
Осы кезде еркек өзінің еркектік статусын сақтап, семьяда басшы екенін соңғы білдіріп, сөз еркекте болу керек. өзі үйірді ұстайтынын білдіріп алға шықпаса, оны мынау үйір ұстаңсашы деп ешкім сені істетпейді ана жерде былайша айтқанда. Еркек мықты болу керек өзі үшін. А мына жақта енді ол еркек мықты болса, осы еркектің мықтылық қасиетін сақтап қалуға ұмтылуы керек. А оған ұмтылудың орнына оны сындыруға тырысатын әйелдер көп та. Сол үшін мен жаңа айтып отырмын ғой. Мақсатын өзінің қарым-қатынасынан жоғары қоятын еркектер сыйлы болады. Сен егер қарым-қатынас немесе бір жеке өміріңнен мына жақта бір мақсаттарыңды өзің қойып тұрғанда, мысалы мен әйеліме кейде айтамын да, слушай, Дубайға барайық дейді да. Мен айтамын, жарайды, барайық деймін. Бірақ ол үшін ақша керек деймін да. Ақша керек. Ақша керек үшін мен сен мысалы кейбір мәселе, ол әйелдердің бәрі қалайды ғой, мысалы осы білет бәрі. Әйелдердің бәрі сенің просто үйде отыра бергенді қалайды. Сен үйде оның түсінігінде сен үйде жату керек. Еще үйде жатып тұрып, оның қасында внимание беріп, соның қасында просто уақыттың бәрін соған бөліп отырып, еще Дубайға барып келген керексің да. Көк тиын ақшаң жоқ болыпшы. Үйде жатсаң кім ақша береді саған? Сен Дубайға бару үшін пахат етуің керек қой оны. А сен пахат ету үшін кейбір әйелдің қасиеттіліктерін өтей алмай қалатын жағдайларың болады сен. Дұрыс па? А сен оның кейбір жағдайларын өте алмай қалсаң, оның алдында жаңағыдай боласың. Андай адамға айналасың. Сен бізге внимание бөлмейсің, внимание жоқ. Көршің әйелдеріне айтып, психологқа айтқысы келіп әңгімені, постоянно жұмыстасың. Ол мынандай ғой. Мен всегда айтамын ғой, мен үйге келген кезде шай қой деп айтамын әйеліме. Түнгі сағат 3-те тұрса, 3-те келсем де, мен әйеліме звондаймын, келе жатырмын деп. Есікті ашып күтіп алып, шай қойып алдынан шығып тұрады. Солай. Екеуде де сондай менде. Не үшін? Өйткені мен сондай тәртіп жүйе қойып қойғанмын. Бала жылап жатыр ма, анамның әңгіме жоқ. Мен еще сөйтіп отырып әңгімелесуім керек олармен. Әңгімелесем. 3-те келем ба, 5-те келем ба, разница жоқ. Солай болады. Бұл кәдімгі тәртіп үйдегі. Сыры неде оның енді? Оның сыры, жаңағы айтып отырмын ғой, сен әйелге внимание. Әйелге вниманияның ең бастысы, мен сіздерге айтайын, еркектермен мықты еркек деген мен айтатым. Әйелдің ең басты несі, мысалы қазір мынандай психология шықты, байқадыңыздар ма? Жылатып емдететін. Жылатып емдейді. Ішіндегі эмоцияны шығарды. Деп еңіреп жылап алып сөйтіп емдейді. Ол на самом деле емделген жоқ, просто ішіндегісін шығарды. Соған жеңілдейді. Мысалы еркектерді көрдіңдер ме? Ішіндегісін шығарған еркектің жеңілдеп қалған. Негізі еркекте ондай жоқ. Ішімізде сақтап жүре береді. Еркек ішін сақтап жүре береді, и оған вполне комфортно так, солай жүре беру. Бірақ әйелдер ондай емес. Өкінішке орай еркектер осыны түсінбейді. Әйел всегда ішіндегісін біреуге айтпаса, маған біреу өткенде біреу. Ештеңе мен онымен сөйлескен жоқпын, бірақ маған мынандай қылып жекеме жазды да, үй сөйтіп артынан айтады. Уф, сізге жазып жеңілдеп қалдым ғой дейді ана жерде. Просто оған сөйтіп жеңілдеу керек болып тұр да. Ең қызығы мынандай ғой. Еще сен оған саған айтады ғой осыны проблемаларын. И сен оған шешім ұсынсаң, оған шешім керек жоқ та. Решениесі керек емес. Оған просто сен тыңдап, күйеуің оңбаған екен деп айтуың керексің да. Сол кезде ғана сен оның көңілінен шығасың да. А еркек табиғаты қалай? Еркектің психологиясы бірден саған шешім ұсынады. Мысалы қазір бірдеңе айтса, оны айтасың да, әйелің айтасың. Мысалы жаңағы жазып отқан адам айтамын да, мен сен былай істе деймін да. Сөйтсе оған ол керек емес та, ол дальше проблемасын айтады да. Оған шешім керек емес. Көрдіңіз ба? Әйелдер мен еркектің психологиясы. Мен айтамын. Әйел алдыңнан шықты, жаңағыдай қарсы алды дейік. Сол кезде еркек, мықты еркек деген кім? Мықты еркек деген осы әйелдің жаңағы әйел болуына себепші болатын еркек. Мықты әйел болуына. Қалай? Біріншіден мінезімен, қызғанышымен, ақшасын көбірек табатындығымен деген сияқты, интеллектімен, IQ-мен деген сияқты бәрін айтып келіп мынандай мәселе. Әйелдің киімін мақтайды. Фигурасын мақтайды. Әйелдің тамағын мақтайды. Байқамай қалмайды. Әйел негізі соны байқату үшін еркектің алдынан шығады, бірақ көп еркектер байқамай кете салады. И осы жерде әйел сөне бастайды. Как будто бағаламай тұрған сияқты. А на самом деле әйел үшін бұл өте маңызды. Оны құшақтау, оны сүю. Просто тамақ істеп тұрған кезде артынан келіп құшақтау деген мен сізге айтайын. Бұл на самом деле бұл семьяның өте үлкен бақыты. И осындай моменттерді еркек білу керек. Өкінішке орай осындай нәрсені істемейді еркектер. Мысалы, ұмытылған сүннеттер деген бір тақырып бар менде. Оның өзін осыны 1 сағат қылып айтсақ болады. Тұнып тұрған махаббат қой.
Егер оны еркек істейтін болса, осы фишкалар, мен сізге айтайын, не деген бақыт семья болады семья. Ол әйел еркектен кете алмайды да. Мысалы, соны мен айтып отқан жаңа мәселелердің біреуі, мысалы, қарапайым машинаның киімін мақтау фигура. Егер әйелді сен мақтайтын болсаң, келесіде одан да мықты болуға тырысады. Әйел үшін ең ұлы мотивация осы да. Фигурасында ол тренировка жасай бастайды, оны киім алғысы келеді, мықты сен алдында. Пусть оған сенімен өмір сүру қызық та. Потому что сен всегда оған эмоция бересің. Оған всегда, былайша айтқанда, комплимент айтасың да. Бұл еркектің үлкен қаруы. Енді қара. Айтпай қойса не болады? Бір рет істейді, екі рет істейді әйел. Үшінші рет істемейді. Все. Үшінші рет сен алдынан сабалақ иттер сияқты кәдімгі қалай болса солай шығады. И ондай әйелге сенің де желаниең жоқ уже. Болды, сонымен семья бір жайлап бір қарасаң сөніп кеткен семьяда. Бала жылап атса да, біреу ауырып атса да, басқа қылып атса да, мына нәрсені семьяда ұстанып қою керек. Ешқашан әйел күйеуінің алдында жаман киіммен жүруге болмайды. Миллиондаған көшедегі бөтен саған түк өміріңе қатысы жоқ еркектерге ең көркем бүкіл фигураңды көрсетіп, әтіріңді сеуініп шығасың да, күйеуің алдында сабалақ иттер сияқты жүргенің қалай? Сен қалай кетті ол өзі вообще? Это мы для себя. Кім үшін сонда мысалы? Мысалға да? Тура сол сияқты еркектерге де айтамын мен. Көшеде сонша әтірленесің, сонша жаңағы шашыңды реттейсің, ара боласың. Әйелің алдында жүргенің анау жыртық бір бәлен киіп алғасын, тізе шығып кеткен мынандай шалбарлар, елки. Аузын шесток сасып, не тренировка жасамайсың өзің мысалға да. Қалай кетеді бұл? Бұндай еркек қалай болады өзі? Әйелінің алдында құны бар бола ма өзі? Қалай ойлайсыз? Сондықтан мен әшейін бір фишкаларын айтып жатырмын қазір. Мықты еркек пен мықты әйел деп сұрақ қойып жатсыз ғой. Бауырымыз за кадрым сұрақ қойып отыр ғой, боди массаж жайлы. Неліктен олардың кәсібі қазір өте жаңағы үлкен деңгейде жүріп жатыр? Неліктен олардың клиенттері көп? Жалпы осы нәрсеге не алып келді біздің қоғамда? Бұның екі крайнысы бар негізі. Бірінші крайныс, бірінші мәселе еркектердің қанағатсыздығы. Яғни порно көре берген еркек, ол оның әйеліне ол қанағатсыз еркекке айналады. Тойымсыз біреуге айналады. Немесе көзін тимайтын, көшедегі. Инстаграмды ақтара беруде осының нәтижесі негізі. Инстаграмда небір идеальный қыздар шығады. И сол ол әйелінен қанағаттанбай бастайды уже. Осындай еркектің проблемасы, сөйтіп, и ақырында ол адам ол не істейді? Басқа жаңағы әйелімен, ол әйелдің жаңағы айына келетін мәселелер бар. Бала туған кейінгі мәселелер бар. Осы көп мәселелер негізі алыстатып жібереді араны. И сол кезде бағанағыдай проблема шығады да, боди массаж деген сияқты мәселелер шығады. Неге? Потому что еркек үйде алмаған нәрсені басқа. Бағана айтты ғой, еркекке отказ беруге болмайды деп. Неге отказ беруге болмайды? Өйткені егер осындай мәселелер еркек тура сол төсек қатынасы мәселесінде шыдамсыз. Еркектің табиғаты сондай. Әйелдер осыны түсіну керек. Жаңа хадис сол нәрсеге өте үлкен ссылка беріп тұр негізі. Еркектеріңе именно осы мәселеде сақ болыңдар деген хадис сол негізі. Өкінішке орай бізде хадис бар екен ғой солай деп. Екінші крайность деген мәселе бар енді. Ол әйелдердің сауатсыздығы. Әйелдердің осы мәселені егер мен айтамын да всегда, егер әйелің кафеден мықты тамақ істейтін болса, сен кафеде не қыласың айтшы. Нең бар мысалы? Шынымен свежий заттарды, мысалы, бар ондай әйелдер көп. Кафеден мықты тамақ істейтін әйелдер көп негізі. Ана үйіне барған кезде кәдімгі мен кейде боламын ғой, бір ағалар болады, үйіне шақырғысы келіп тұрады да, басына. Сөйтсе үйінде тамақ мықты істейді әйел кәдімгі. Шынымен. И осындай әйелдер ана күйеуіне постоянно кәдімгі анау ресторанда отқандай қылып тамақтар дайындап, постоянно осылай істейді. Әйелдер істемейді ондайды. Көп заказ бере салады. Макарон, заказ бере салу деген сияқты мәселелер шығады. Тура сол сияқты төсек мәселесі де сондай да. Ол айтшы, мысалда, негізі ол бодидан да мықты нәрсені көріп жүр ғой үйде. На ваняқта жүр. Жетіспейді. Потому что ана мәселенің алдындағы мәселе одан да қызық негізі. Ол нәрсе істемейді. Жаңағы не дейді оны? Төсек алды, прелюдия, төсек алды ер азаматтардың бір-біріне деген қарым-қатынасы. Ол азанда үйден шыққаннан басталады ғой негізі. Кешке сол нәрсеге үйден шыққанда сигнал беріп кету керек қой еркек негізі. Әйел кешке шейін сол нәрсеге дайындалып жүрді.
осы кезде мықты болады көп нәрсе. Енді осындай нәрсе романтика жоқ мағына үйде. Қалай ол сонда таңнан қалай ол таңертеңнен? Кәдімгі әйеліне соны білдіріп кетеді, иіскейді, құшақтайды, сүйеді. Мысалы пайғамбарымыз всегда үйінен шыққанда әйелдерін сүйетін болған. Үйге келгенде де сүйетін болған бірінші кезекте. Аймалап кәдімгі осы хадисте келеді осы нәрсе. Ана хадисте келеді, сіз не жедіңіз деп сұрайтын бала оқиғасы бар ғой. Ол аузының иісін қаяқтан біліп қойды егер екеуі сүйіспесе. Хадисте айтып тұрған жоқ сүйісті деп. Бірақ негізі хадисті анықтап оқысаң, ол аузындағы иісті сезу үшін ол кәдімгі бүйтіп келу керек ол. Тем более балдың иісін дейсіз. Иә, балдың иісін тем более білу үшін. Не жедіңіз деп сұрайды бірден Айша анамыз. Бал дейді. Сосын пайғамбар аралар балды қайдан алады дейді. Оқиғада мысалы, То есть типа аузынан жаман иіс шығып тұрған сияқты постановка қылады ғой, типа әйелінен келгенін қызғанып Айша анамыз, Енді осы мәселенің түбін ақтарсаң, негізі пайғамбарымыз сүйген да. Сүйіп, мысалға білдіру, кешке таман бізде ожидается деген сияқты. Енді ол сөздің ұяттығы жоқ қой енді, осы нәрсені білдіру. Енді мына біреулер айтуы мүмкін да қазір, енді бәрі төмен етектен, белден төмен айтып кеттіңдер. Неме жаңағы сендер басқа тақырып жоқ болып қалды ма, ұстаздар бір бәле деп осы маған көп комментарий жазады біреулер. Бір неме дейді жаңағы бір бәле десеш деген сияқты. Как будто нет проблем в этой семье. Семьямен қарым-қатынастары идеальный сияқты да. Бәрі четко. Сендер именно Қазақстан атасының басына не қыламыз біз бұндай әңгімені айтып, егер Қазақстан Азияда бірінші орын, әлемде 16-шы орын болмаса. Айтшы, қанша бала жетім қалыватса, қайтып, мысалы, не үшін айтамыз біз, егер не үшін айтылып жатыр бұл? Потому что бұған сұраныс бар, проблема бар. Сол үшін айтылып жатыр, сол үшін ашық әңгімеге кетуіміз керек. Ғалымдар жаңағы неде кітапта жаңағы ислам ғалымдары Жұбайлар шаттығы деген кітапта кәдімгі Аль-Хумейт деген ғалым жазған кезде кәдімгі төсек қатынасының алғашқы түннен бастап қалай болу керек екенін үйретеді да. Сұрақ неге? Потому что бұл үлкен проблема. Осы мен бірінші түні дұрыс болмай ажырасып кеткен көп семьяны білемін мен. Негізі сол себеп болған. Не дұрыс болмайды бірінші? Көп дұрыс емес нәрсе бар жүрді. Неден соған дейін айтпай қойық дейін. Видеодағындай деп ойлап едім, өмірден басқа екен ғой деген видео. Көбі жүр. Ожидание, реальность деген бар. Проблема. Қобалжу деген бар. Алдын ала дайындалмау деген бар. Сосын уайымдаған еркектер тұрмай қалады кәдімгі. Еркек тұрмай қалады. Қыз уайымдайды, сөйтеді, ол вообще қиын болып кетеді оныкі. Мысалға да. Сосын әйелдердің қыздық мәселесі бар. Мысалы, ол әйел қыз болуы мүмкін, бірақ мысалы биге қатысатын, маратеге қатысатын қыздарда никогда қыздық перде болмайды. Атқа мінсе, мысалы, жиі. Болмайды ода. Бәрібір де емес. Обязательно ояқтан қан шығу керек деп бір қызыл бір бәлені күтіп жүрмеңдер. Мысалға, қолтығының иісі, ауыздың иісі деген сияқты, шаштан шығатын иіс деген сияқты. Себебі пайғамбар Айша анамыз айтады ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға мен әтір жаққанда дейді, сақал май болып кетеді дейді ана әтірден. Енді миск жағып жүрсіңдер ғой, ана май битіп тисе қандай шығып тұрады. Енді сақал май болатын деңгейде иісті жақсы көру деген ол. Пайғамбарымыз айтқан ғой, мен үш нәрсені жақсы көремін деген. Соның біреу иіс суды жақсы көремін мен деген. Намаз менің көзімнің қуанышы, әйелдерімді жақсы көремін деп. Сонда пайғамбар үшін үш нәрсе ерекше сүйкімді болған. Соның біреу именно иіс суды жақсы көрген пайғамбарымыз қатты. Ол маңызды. Әйел, еркек, мысалы мен бір жігіттерді білемін, өмір одеколон сеппейді да. Оған сұмдық, мықты оқа, мен саған айтайын. Ағылшынша сайрайды, басқа бәрі мықты, бірақ қолтыға сасып жүреді. Еще қызық болғанда. Сеппейді одеколон. Вообще ешқандай антипреспирант, антиколон қолданбайды. Мен қолданбаймын, мен жек көрмеймін, ұнатпаймын ондай нәрсені деп айтады. Сен шайтансың ба, кімсің сонда? Өйткені періштелер жаман иіс болған жерде жүрмейді. Шайтан керісінше ана бір колдунды, сиқыршыны ұстап алады, сөйтсе үйіне жаман сасық иіс шығып тұр дейді. Сөйтсе бір бөлмесін мұсыр жинайтын жері Алла арнап қояды екен да. Өйткені ондай жерге періште кірмейді. Бірақ ондай жерге жын жабырлар жинала береді.
телевизордан көрсетуші де бар. Иә. Ол ауру. Сол ішінде Ауру сиқыр, адамдар ғой. сиқырмен айналысатын адамдардың үйінде сондай сасық иіс болады. Сол үшін қолтықтың иісі шығатында темекі шегетіндер бар ғой, иә. Періште болмайды ондай адамдардың қасында. Темекі шегеді, потому что ана темекінің иісі періште жиіркенеді ондай иістен. А періштелер тек періштелер болатын жер ол не? Ондай жақсы иіс болатын жерде періште болады. Түсіндіңіз бе? Темекі шегіп артынан иісі ұрса. Ауызға шашып. Темектің иісі кетпейді ғой бәрібір. Ауыздан шығатын тілек қабыл болу үшін ауызға кіретін нәрсе адал болу керек деген қамдар. Сол үшін жаңағы боди массаждың екі жағы бар да. Бұл жерде еркектердің жаңағы қанағатсыздығы ол порнодан туып отқан басқа. Екінші жаңағы әйелдің сол романтикалық нәрсені туғыза алмауы, боди массаждағы беретін қыздардың беретін әйелінің бере алмауы да. Айтып отырмын жаңағы романтиканың жоқтығы деген сияқты. Мысалы бір хадис айта салайыншы сіздерге. Ұмытылған сүннеттер. Мысалы мынандай хадис бар. Тамақ жеп болғаннан кейін қолдарыңды жаламайынша немесе жалатпайынша сүртпеңдер деген хадис бар. Баяғыда білесіздер ме, аталарымыз жаңағы қолын жалап, соны артынан мәсісіне сүртіп қойып, кейін артынан сүртіп, одан кейін хадисте бүйтіп келеді. Жаламайынша және жалатпайынша дейді. Жалатпайынша деген әйелге жалату туралы айтып тұр. Қол тамақ жеп болғаннан кейін әйелің сенің қолың жалайды да. Бұл сүндетте бар. Саған қаншалықты жеркенішті болып көрініп тұрғанмен негізі бұл негізі келген ол бар. Да? Енді сұрақ. Ждем комментариев десең. Жоқ. Енді сен сұрақты мысалға әйел мысалға күйеуің тамақ жеген кезде, ей, айналайын, неге баланың табанын сүюге дайын болып тұрасың сен негізі? Сұрақ. Неге адам өйткені махаббат, сен оны қатты жақсы көресің. Сол үшін оның барлық жері сүйкімді. Ғалымдар Жапонның мақалында айтады. Арада махаббат жақсы болса дейді, адамның бетіндегі жараның ізі де беттің ойығы сияқты сұлу болып көрінеді дейді. Яғни махаббат күшті болса да екі ортада адамның барлық жері тәтті болып тұрады да, еркек пен әйел. Тура сол сияқты махаббат күшті болса, ол мен айтайын, ол аяғын сүюге дайын болады, қолын бүйтіп сора салу емес. Күшті, иә. Сол үшін бұл үлкен ойланатын нәрсе. Мен бір ғана хадис айтып отырмын қазір, осындай өте көп хадистер бар кәдімгі келген. Ұмытылған сүннеттер деген мен бір сабақ өткем, сол жерде осындай хадистерді жинағамда. Көп семьяда істелініп жатқан жоқ ол қазір. Бірақ осы істелінген нәрселер не деген махаббат, арадағы махаббатты орнатады. Не деген романтика, айналайын. Пайғамбарымыз сойсам, Айшаның ыдыс ішеді да, суды ішеді, сөйтіп суды ішіп болғаннан кейін Айшаның су ішкен жеріне ерін тигізіп ішеді дейді. Көрсетіп тұр. Не деген внимание, ол не деген романтика ол сен. Ойлашы сен ол. Ана қыздың ішінде не болып отыр? Ол еркектер оны бағаламауы мүмкін мысалы. Мен оны отырған не бар іше салың деген сияқты, бірақ әйел үшін ол маңызды да болшы. Ол бейшараның ішінде не бір мықты нәрселер болып отыр. Как же он меня любит деген дейші. Иә. Ай, өлдіңдер ау сендерге де оңай емес. Ай, оңай емес, сендерге де оңай емес. Жәке, енді сіз әлеуметтік желілерде жаңағы отбасылық мәселелерді көп қозғайсыз, көп әңгіме айтасыз, осы жайлы проблемаларды талқылайсыз. Енді сіз жеке бір практикада жеке отбасылармен айналысасыз ба негізі? Сізге хабарласып, осындай проблема болды деп жеке консультация алғандар бар ма, немесе алып жатыр ма? Жалпы сондай практика бар ма сізде? Өте көп. Жекеге сұрақ түседі ғой, сұрақ түскеннен кейін мен міндетті түрде айтамын. Негізі отбасылық мәселе әшейін бір-екі ауыз сөзбен жаза салатын нәрсе емес қой. Екі жақты тыңдамайынша, екі жақтың да мәселесін естімейінше, және сол ортадағы, кейде жеке қабылдау керек мәселелер де бар. Ортадағы жаңағы ол проблеманың түбін анықтап табу керексің ғой. Мысалы, мынандай сияқты ғой. Сенің басың ауырып жатыр да. Бас аурудың 9 себебі бар медицинада. Соның біреуі асқазаннан болады. Ол симптом да ол. Асқазаннан болады. Кейде желкесінде жаңа остеохондрозың болғаннан болады. Ол білмейміз не болып жатқанын. Давлениеден болады деген сияқты. Дұрыс па? А сен оның себебін тану керек емес, оны басты емдей бермейсің ғой. Басым ауырып жатыр десе, дуалға ауыр басыңды немесе жаңа аспирин іш дей салғанмай, бірінші алдымен қарау керек қой. Қаяқтан не үшін ауырып жатыр ол, дұрыс па? Сол сияқты отбасы мәселесі одан терең. Оны кез келген адам анықтай алмайды, проблема аяқтан шығып жатыр деп ше. Мысалға да. Сол үшін оның проблеманы анау түбінен шығарып тауып, сол нәрсені жойып, соған байланысты жай емес шешім ұсыну, мен сізге айтайын.
Аллаға шүкір, менің тағдырымда, менің өмірімде, тарихымда осы 20 жасымнан бастап осындай мәселеге араласып жүрмін. 21-де үйленгем. Одан кейін қаншама семьялар, ұрысқан семьяларға араласып жүрмін. Кетіп қалғандар татуластыру, жаңағы деген сияқты өте көп тәжірибемде болды. Өзім қаншама жігіттің үйленуіне себеп болдым. Рахметтерін төгіп отыр да. Просто мен оған арнайы бір жүргізіп, реклама жасап, айтып уақытым жоқ оған. Отырып ойбай бейді. Бірақ жеке консультация бар, ол ақылы, бірақ арзан. Арзан. Егер біреуге жеке консультация керек болса, астына комментарий қалдырсын, жауап береміз иншалла. Жақсы, рахмет. Жаке, енді бағанадан бері отбасылық құндылықтар және де отбасының ажырасу себебін айтып жатырмыз ғой. Жалпы отбасының мықты болуына, немесе ажырасып кетпеуіне, сақталуына төсек қатынасының қандай орны бар, қандай маңыздылығы бар? Бағана біраз мәселенің басын шалдық қой. Негізі шын мәнінде отбасында мен айтар едім, мына мәселенің маңызы төмен деп айтамаймыз. Кез келген нәрсе маңызды. Әрбір қарым-қатынас, еркектің рөлі, әйелдің рөлі, оның ішінде төсек, ата-ененің қарым-қатынасы, қызды жіберген әке-шешесінің, құдаларының қарым-қатынасы деген сияқты, еркектің көзін еркіне жіберу деген сияқты. Әр мәселе маңызды. Бірақ сол ішінде ең маңызды мәселе осы. Төсек қатынасы. Ұят болса да елдер пәлен түген деп айтса да айтамын мен. Неге? Өйткені мен байқап қалғаным соңғы кезде. Міне, кеше осы бір жігіт шықты, маған айтты. Жаке деді, маған деді, бір жігіт әйелі шықты деді, менің әйелім арқылы шықты деді да маған. Ол кісі маған шығайын деп жатыр екен да, то есть ана жігіт арқылы айтқан ғой, Жакеңнен сұрашы деп, әйеліне айт, мына жігіттің әйеліне шыққан бір әйел. Әйелі менің күйеуімде өте нашар болып жатыр деген ғой. Нашар болғандық үшін. Сосын мен жайлап досымды неге шақырдым дейді. Баняға шақырдым, мана сөйтіп әңгімелесіп отқан кезде жаңағыдай тема болып кетті, сөйтіп сұрадым дейді. Сөйтіп мана мойындады дейді сол жерде. То есть даже әйел айтып қойғанын да біліп отыр дейді негізі. Бұл сразу мойындады дейді. Жоқ қой, жоқ. Сосын енді сұрадым, оған жоқ болуына көп себеп болады оған. Мысалға мен сұрадым. Бірден сұрадым, әйелі қандай деп. Салмағы қандай, олай қылықты ма, жоқ әлде. Сөйтсем, әйел мықты кісі екен. Шынымен. Салмағы көп емес, қылықты, шынымен жаңағыдай сондай екен. Жақсы. То есть әйелі мықты. Проблема әйел жақтан болып тұрған жоқ демек. Енді сөйтсем, проблема еркектің өз жағында. Мысалы, еркектің нөл болып қалуына алып келетін көп факторлар бар. Соның біреуі төсек нөл болып қалуына алып кететін лудомания. Лудомандар жылдап төсек қатынасына бара алмайды. Өйткені мынау стресс, уайым ғой. Бірден тестостерон түсіріп жібереді. Үнемі уайымда жүреді ғой. Тестостерон сіздер білу үшін айтайын, уайымдап жүреді. Тестостерон деген сіздер біліп жүру үшін айтайын, бұл N0 деген нәрсемен өлшенеді. N0 ең төмен деңгейі 12, ең үлкен деңгейі 36 N0. Өлшем бірлігі тестостерон. Литр деген сияқты. Сол N0, 36 N0 ең биік деңгейі. Енді одан да биік деңгейлер болады. 60-ға дейін көтеріледі. Мысалға, еркек машина алған кезде 60-ға дейін көтеріледі екен. N0. Әйелмен ұрысып қалса қатты төмендейді екен да тестостерон. Бірақ әйелмен татуласса 36 N0 ең биік деңгейіне дейін көтеріледі екен. Көрдіңіз ба? Тура сол сияқты жаңағы осы стресс, депрессияға ұшыраған еркектерде 12 емес, 0 деңгейінде түсіп кетеді екен. Сөйтеді ол еркектер төсекке мүлде қабілетсіз болып қалады. Желаниесі де болмайтын шығар. Енді сіздерге айтайын, енді ауыр түйсе де еркектер қауымына айтайын, негізі төсекте әйеліне дұрыс хақсын бере алмаған еркектен әйел талақ сұрай алады шариғатта. То есть ол әйел еркегінен талақ сұрап кете алады. Полный правасы бар әйелдің талақ сұрауға. Пайғамбарымызға бір әйелге айтады ғой, мен күйеуімде болмай жатыр дейді да. Сөйтіп жіпті ұстап көрсетеді, жіп төмен түсіп қалады, сол жіпті ұстап көрсетеді. Содан кейін пайғамбарым кесірткеніне кіріп шыққан сияқты болмай ма дейді. Жоқ дейді. Онда бір жыл күтесің дейді. Кесіртке кіріп шықса, онда жақсы болады дейді. Кірмесе, онда
талағыңды алып кетесің дейді. Хул талағы дейді, оны шариғатта әйелдің өзі талақ талап ете алатын құқықтары бар жағдайда айтады. Енді осындай жағдайда мен шынын айтайын сіздерге, ол маңыздылығы сондай, шариғатта да маңызды да ол. Яғни төсек қатынасының маңыздылығы сондай, егер төсек қатынасында еркек немесе әйелде үлкен проблемалар болса, тіпті мынау бала көтере алмайтындай. Мысалы, еркектің ұрығы өліп қалған, немесе әйел де бала көтере алмайды. Осындай жағдайда семьяны сақтап қалуға да болады. Бірақ мынандай да вариант бар. То есть ол талақ алып кете алады. Әйел, еркек болмаса не істейді? Әйелдің үстінен басқа әйел алады, немесе мынаны жіберіп басқа әйел алады. Құқығы бар. Яғни, потому что мына жерде проблема бұл. То есть көрермендерімізге де қызық болып отыр деп үміттенеміз осы мәселелердің барлығы. Төсек деген өте маңызды. Төсек деген өте маңызды. Маңызды болған сондай, ол жаңағы біз айтып отырмыз, шариғатта тіпті сен ол болмаса семья ажырасып кетеді деген сөз ғой. Шариғат айтып тұр оны. Егер төсек маңызды болмаса, пайғамбарымыз еркек түйенің үстінде, әйел түйенің үстінде отырса да күйеуіне жауап берсін дегенді бекер айта ма? Мысалға да. Тіпті бір әйел келеді ғой, күйеуімен ажырасып басқа күйеуге тиеді да. Сөйтсе пайғамбарымызға келіп айтады, мен күйеуімде әлсіздік бар деп, бүйтіп несін көйлегінің етегін былай ұстап көрсетті дейді да. Анау бүйтіп. Содан кейін пайғамбарымыз айтты дейді. Сен күлді дейді да пайғамбарымыз. Сөйтті да, сен бірінші күйеуіңе қайтқың келіп жүрме дейді. Анау иә дейді да. Сосын кейін пайғамбарымыз саллаллаху ана жаңағы несін қайтарып беріп, қателеспесем жаңағы махрын қайтарып беріп, сөйтіп ажырастырады да. Потому что бұл семья ұзаққа бармайды. Махаббат жоқ. Не үшін махаббат жоқ десе, оның махаббаттың мүлде жоқ болуына әкеп тұрған жаңағы төсек қатынасындағы әлсіздік. Яғни төсек қатынасы маңызды болмаса, ондай төсек қатынасы болмаса да бірге тұра беріңдер деп айтады ғой. Тұра беріңдер бірге, нормально деп ше. Жоқ, шариғатта осындай нәрселер бар. Ал енді жалпы тестостерон белгілі бір деңгейде ұстап тұру үшін, немесе жоғары болу үшін, түс кетпес үшін не істеу керек или не істемеу керек? Оның көптеген оның жағдайлары бар. Мысалға, бұның мен айтар едім, екі жақтан жасау керек оны ше. Ол бірінші мәселе, ол тестостерон түсіп кетпеу үшін. Ол жаңағы упражнение басқалар болса, екінші ішетін БАДылар пайдалану. Оның өзі екіге бөлінеді, қазір мен айтамын. Мысалға, мына жақта бірінші стресстен қашу, екінші спиртной темекі деген нәрсені қайту. Өйткені спиртной мен темекі, егер 3 ай бойы, профессор Жданов деген кісі алкоголь, геноцид, нации деген кітап жазған, сол жерде орыстың атақты профессор, сол жерде мынандай сөз айтады. Егер алкогольді дейді адам 3 ай бойы үздіксіз пайдаланса, өмір бақи тестостерон қайтып орнына келмейді дейді. Тестостерон, то есть еркектік қабілет, күш қуат жоқ болып кетеді деген сөз. Түсіндіңіз ба? Сонда бұл жерде жаңағы темекі неден спиртнойдан бас тарту, малоподвижный образ жизни дейді ғой, жаңағы бір орында отыра беретін еркек бірден жаңағы қозғалып, тренировка жасап, жаяу жүріп, сондай нәрселерді істейтін болса, иншалла, тестостерон постоянно қалыпта болады, орында келіп тұрады. Приседания, становая тяга деген сияқты нәрселерін аяқтан тестостерон қатты көтеріледі. Аяқ күшті болу керек еркекте. Аяқ мықты болса, тестостеронды ең қатты көтеретін нәрсе сол. Кез келген тренажерный залға барыңыз, сіз қандай тренировка істесеңіз де, ең соңында аяқ істемесеңіз, дене өспейді. Дене өсу үшін аяқ, өйткені аяқта бұлшық ет көп, бұлшық еттер 3-тен 1 бөлік, сигнал береді. Ең мықты бұлшық еттер аяқта. Сол мен жаққа сигнал береді. Маған дополнительный күш керек деп миға. И түнде ұйықтап жатқан кезде сол бөлінеді. Тағы да айтпашта, ұйқы дұрыс болу керек. Егер сіз ұйықтамасаңыз, тестостерон, сен 1000 жерден тренировка істе, басқа істе, тестостерон қалпына келмейді. Ұйқы дұрыс болу деген ол ұйқының мөлшері ме? Кешке 10-нан, жоқ, кешке 10-нан 3-тің арасында міндетті түрде ұйықтау керек адам. Себебі бұл уақытта именно жаңағы мелатонин бөлінетін, жалпы гормондардың бәрі бөлінетін, гормондардың бөлінетін уақыт сол уақыт. Сол уақытта болады. Сосын кейбіреулер азанда сол гормондардың бөлініп, ең шыңына жетіп тұратын уақыт сол таңғы уақыт дейді. То есть бөлініп, ең соңында гормондар ең шыңына жететін уақыт сол азанғы уақыт. Одан кейін жаңағы
бадыларды пайдалану. Шөптен жасалған, бұның өзі екіге бөлінеді. Синтетикалық болады, және синтетикалық бадылар болады да. Ол нәрсені пайдалануға болмайды, жаңа таблетка күйінде деген сияқты. Дұрысы мынандай табиғи шөптен жасалған. Мысалы, мен сіздерге мынандай ягуар деген керемет өнімді ұсынбақшымын, ағайын туыстар. Негізі бұл өнім Малайзиядан 100% халал, Малайзиядан алып келеміз. Және бұл өнімдердің кереметі, ағайындар, бұл табиғи. Бұның ішінде шөптен жасалған, шөптің тамырынан жасалған, одан кейін балықтың майларынан және балдың прополистерінен жасалған нәрсе. Бұл негізі бал табиғи, дәрі емес, табиғи қоспа. Бұның кереметтігі, ағайын туыстар, мен 1 сағаттың ішінде әсер бере бастайды бұл. 1 сағатта әсер бере бастайды. Бірақ мен сізге айтайын, арақ ішкен адамға, жаңа не дейді, жаңа ғанау, стресс депрессияға түсіп, ойынға кіріп кеткен адамға не ішсең де әсер етпейді уже. Мынаны ішпек тағы басқа. Сондықтан мен бірден айтам, ол онdan нормальный адам болу керек. Мынаны пайдаланғаннан бөлек, жаңағы мен айтқан упражненияларды, образ жизньді өзгерту, жаңағы арақ темекіден бас тарту деген нәрсе орнына келсе, мен сізге айтайын, онда керемет болады. Егер адам жастайынан темекі шексе, сөйтіп пиво немесе ішімдікке әуес болса, мейлі ол күнде ішпей ақ қойсын, аптасына 1 рет болса да, жастайынан болса, 30 жасқа дейін 70% тестостерон төмендеп кетеді уже. 30-ақ пайызы қалады. Яғни уже 30-дан кейін жарамай қалуы мүмкін. 30-дан кейін қазіргі импотенция деген ауру бар ғой қазір. Жаңағы кісінің басындағы жағдай осыдан туындап тұрған. Яғни темекі шегеді, жаңағы сондай жағдайдан туындағанда. Иә. Сол үшін ағайын туыстар, стресс, депрессия деген нәрсе, мысалы мен бірден сұрайым да, жуас па деймін да ол жігіт. Жуас дейді да. Мен айтам, жуас адамдарда тестостерон, ол жуас деген жаман деген сөз емес. Табиғат солай ғой енді. Бірақ жуас адамдарда тағы да төмендей бастайды тестостерон. Жуастығының себебінен. Сол үшін баяғыда жуас адамдарды қазақтар не істеген? Жылқыға мінгізген жуас баланы. Кішкене ана. Аха, тестостерон көтеру үшін. Еркектік жұмыстар үшін әкесінің қолына жіберген. Одан бетер басып тастамай. Ал бала қатты шустрый болса, оған қой баққызған. Тестостерон кішкене орнына келтіріп жүр. Назначение, противопоказания, кімге болады, кімге болмайды. Бұны негізі жүрек ауруларға ішуге болмайды. Жүрек ауру адамдарға ішуге болмайды. Хронический аурулары бар, жүрек аурулары бар, давлениесі бар адамдарға ішуге болмайды. Өйткені проблема бұл дәріден емес. Проблема давлениеңнің болғаны, басқа сол өзіңнің проблемаңнан кейін болмайды. Кейбіреулер айтты, мынау давлениесі бар адамға болмайтын болса, мынау страшный да. Ол мәселе страшный емес, мәселе сен сәйкес келмей тұрсың бұған. Бұл саған емес. Өйткені бұл маған немесе басқа нормальный өмір сүретін адамдарға дұрыс әсер етеді. Мысалы, мен өзім пайдаланамын. Әсіресе тренировка жасайтын адамдарға мен сіздерге айтайын. Өте қатты қажет негізі. Тренировка жасайтын жігіттерге. Жалпы мен сізге айтайын, бұны күн ара пайдалану керек. Бұның ішінде тюбиктер бар. Тюбиктер мысалы ашып көрсетейін сіздерге. Пайдаланып жүргеннен кейін үзіп жіберсе, андай зависимость болып қалып, ондай нәрсе болмай ма? Мынаны ішпесе уже шамасы келмей. Негізі бұл мынандай. Бұның самопалдары бар. Бірден айтып қойын сіздерге, мынаның самопал. Тура осының подделкасы бар. Дәмі бөлек және әсер етпейді ол. Қытайдан жасалады. Тура осы коробка бәрі ажырата алмайсыз өте мындай. Қиын ажырату. Қайтып ажыратуға болады. Мынандай 12 тал мынандай болады. Бұны тек қана ішіп көріп ажыратасын, және біз Алла қаласа мына жерге оригинал деген не жапсырамыз. Мына жерге кәдімгі оригинал деген жапсырылады. Кәдімгі қазақша несімен оригинал деп жазылады. Содан ақ ажырата аласыздар. Алла қаласа сіздерге оны біз көп ұзамай таныстырамыз. Енді мына жерде қараңыздаршы, мынандай тюбик. Осы тюбикті мына жерден ашылады, міне. Сөйтесіз да жартысын ішесіз. Жатарда 1 сағат бұрын, тамақтан кейін 1 сағат бұрын жатарда жартысын ішесіз мына. Біреуін ішуге болмайды. Біреуін ішіп кетіп, құдай ұрып, құлағынан түтін шығып ана жерде жүрмеңдер. Шынымен өте ондай мықты, күшті көп береді ғой. Мынандай сияқты ғой. Мысалы сен 20 жұмыртқаны бірден жей аласың ба? Ауыр болып кетеді. Ауыр болып кетеді. Бірақ 20 жұмыртқаның күшін беретін нәрсе да. Мысалы бір қазыны, кішкентай қазы жесең қандай күшті болып кетесің. Еркектер байқайды бірден. Қазы жеген еркектерде бірден түнде кәдімгі күштілік байқалады, әсіресе осы төсек мәселесін.
тура сол сияқты бір қазыны полный жеп жатқан сияқты ғой. Түсіндіңіз ба? Осындай күш береді. Енді бұл не десеңіз, кәдімгі қарапайым қаз жеп жүрген адам сияқты постоянно сөйтіп қолдана бересің. Бірақ тәуелділікті туғыза ма деген мәселеге келетін болсақ, егер сізде өзіңіз активный болсаңыз, именно төсек мәселесінде, онда бұл тәуелділікті туғызбайды. Активный болмасаңыз, онда тәуелділікті туғызады. Активный деген ол мысалы бір өлшемі бар ма? Жиі. Күн аралап, или күнде, или... Негізі ер азамат үшін өте жиі қатынасқа бару керек. Өйткені простатиттің негізгі емі, простатиттің негізгі еркектердің ең екінші жүрегі ғой бұл. Сол екінші жүрегінің негізгі емі простатиттің бұл жиі төсек қатынасына бару. Мынаның негізгі нәрсесі бұл жаңағы қан айналымды реттеу, жаңағы еркекке күш беру арқылы жиі төсекке апару және жиі төсекке апару арқылы жаңағы ауруларды емдеу. Тіпті ұрықтың сапасын өте қатты күшейтеді. Мына жерде мен сізге айтайын, бір 5 аттың күші бар. Уақытына әсер ете ме, мысалы? Жігіттер бар ғой енді. Қатты әсер етеді. Мысалы, тез. Өте қатты әсер етеді. Өте қатты әсер етеді. Мынау өте жаман, андай былайша айтқанда енді, не деп айтса екен, былайша айтқанда, өте ұзаққа шабасың ғой. Мынаның негізі мен бүйтіп кеңес беріп жатырмын, және ол мен тәжірибемнен, және мен шетелдің мамандарымен де кеңесіп содан айтып отқаным. Мынаның мысалға 10 күндік курсты ұсынамын мен. 10 күндік курс дегеніміз мысалға мынаның жартысын бүгін іштің, ертең ішпейсің, арғы күні ішесің, күн ара ішесің. Мынаның жартысын іштің, бір рет кешке таман, бір-ақ рет жартысын іштің, ертесіне ішпейсің, арғы күні ішесің. Сонда осылай 6 рет ішетін болсаң, сонда 12 рет, 12 күнде мына үшеуін ішіп бітіресің. Осындай мына жақта 12 бар. Сонда 4 курсқа жетеді мынау. Қанша арасында перерыв жасау керек? Бір курсты бітірдің ба, мына бір курсты бітірдің ба, все, перерыв жасай саласыз болды. Қанша уақытқа примерно? Шауып кетерсің одан кейін. Одан кейін керек кезде ғана пайдалансаң болады. Анда-санда мысалы қатты шаршап тұрсың, немесе жаңағы спортпен айналысасың, болмаса жаңағы мынандай айтайықшы, былай болды дейікші. Ана стероид бір бәлерінде, ондайдың бәрі керек емес та. Мынаны пайдалану керек қой. Түсіндіңіз ба? Ондай. Бұл сонда тестостеронды көтереді. Тестостеронды қатты көтереді, қан айналымын жақсартады. Сосын жаңағы тестостерон көтергеннен бөлек адам тонусын көтереді, қан айналымы жақсарғаннан кейін адам активный бола бастайды деген сияқты өмірде, басымдық жұмыс істей бастайды. Тестостерон көтеру арқылы өте көп проблемалар шешіледі негізі. Тестостерон ғалымдар айтады ғой, әлемде мынау бүкіл жаңашылдықтың бәрін тестостерон ойлап тапқан дейді. Тестостероны биік еркектер ғана сондай нәрсені ойлап таба алады дейді. IQ қатты жоғары болады. Тестостерон көтеру ғана қоймайды, бұл тестостеронды ғана көтеріп қана қоймайды. Тестостерон көтеру арқылы жиі қатынасқа түсу арқылы простатитті емдейді. Ұрықтың сапасын күшейтеді. Ұрықтың сапасының күшеюі, мен бір жігіттің кәдімгі арнайы осыны ішіп алғаннан кейін барып тапсырғанда, врачтар мынандай сөз айтқан, сен немене бәле ішкенсің, бір апта болды ғой. Ұрықтың сапасы уже қатты өзгеріп кетті деген да. Кәдімгі өлген ұрықтың сапасы процентажы қатты көтеріліп кеткен ғой. Кәдімгі Сакен деген жігіт. Маған айтты, Жәке, мынаны іштім деді. Ішкеннен кейін маған барып ұрықтың сапасын тапсырған кезде күшейіп кетті деп айтты. Енді бойдақтарға ішуге болмайды бұл. Бойдақтарға ішпей қойса бұл дұрыс негізі. Дұрысы. Бойдақтарға болмайды бұл. Бойдақтарға қой болу керек қой. Иә. Бұның дұрысы негізі төсек қатынасына жиі барып емдеу болғандықтан негізі бойдақтарға бұл қажет емес. Әйелің жоқ па? Негізі үйленбейінше простатиттен құтыламайды. Қандай врачқа барса да, мен ол врачтардың еңбегін жоққа шығарып жатқан жоқ, маған бір өзі профессор, медицина кәдімгі жолындағы профессор кісі айтты. Үйленбейінше ешқандай еркектерде бұл мәселе емделмейді деді. Үйлену керек, сол кезде ғана емделеді деді. Қыздарға ішуге бола ма? Қыздарға арналған түрі бар. Оны сіздерге келесі бағдарламада таныстырамыз. Әйелдерге арналған түрі бар. Әйелдердің тонусын көтеретін, әйелдер либидо деп айтамыз ғой, жаңағы төсекке деген желаниясын ашу, осындай нәрсе бар. Мынандай ғой, білесіздер ғой, лесбиянка әйелдердің көбісі мужской гормон ішеді да. Ал еркектер, голубой еркектердің көбісі женский гормон ішеді. Қарасаң, шынымен де емшек шығады кәдімгідей.
тура сол сияқты осындай гормондарды пайдалану арқылы кәдімгі егер әйел соны пайдаланса, ол әйелдің де кәдімгі әйелдік несі күшейеді. Мінез құлқы, әйелдің қылығы шынымен арта береді. И ол табиғи жолмен күшейеді. Андай емес та кәдімгі. Мен ана таблеткасын айтып отқан жоқпын ғой. Ал енді Жаке, бұл продукт деп айтайық, бал ғой енді. Иә. Қалай қол жеткізеді халық бұны? Қай жерден алады, қалай алады? Енді бұл мәселені мына Ягуарды заказ берем десеңіздер, тура мына астындағы номерге хабарласасыздар. Жанаділ деген промокодпен сіздерге міндетті түрде жеңілдіктер болады. Өте керемет сұхбат болды деп ойлаймын. Рахмет сізге, Алла разы болсын. Келіп осы жерге бөліскеніңізге біраз ақпаратпен өзіме де өте пайдалы ақпараттар алдым. Алла разы болсын. Амин. Ассалаумағалейкум. Алла тағала жақсылықта жолықтырсын. Әлі де алда талай осы тақырыпқа біздің подкасттарымыз болады, күтіңіздер. Егер де ұсыныстарыңыз болса, мынандай тақырыпты көтеріңізші деп астына сұрақтар жазып кетсеңіздер, міндетті түрде сол сұрақтарды сіздермен көтереміз иншалла. Ең көп комментарий жинаған сұрақ бойынша келесі бағдарламада тақырыптар қозғалатын болады, бұйырса.